басында тіпті үй табу қиын болды, ал ол машинасыз жүру де қиын болды. И маған айтады, менімен бірге барасың ба Америкаға? Бару үшін бірақ мен үйленуім керек та. Мен НАСАда 3 жыл бойы жұмыс істеп жатырмын. Біреу айтады, мен National Geographic'та мен 2 жыл бойы жұмыс жасап жатырмын. Үлкен камера қойып қояды, ердәует сыртта соны көріп отырады. Себебі әкесі ол полноценный родитель, ол барлығын білу керек, көрсету керек. Вот осындай нәрсе бірінші барған кезде мен таң қалдым, қандай керемет та, мысалы культура былайша айтқанда. Ал сен мына жақтан бастап, сен мына жаққа жететін болсаң, сенің потенциалың көбірек деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да сен уайымдама деп айтты. Әрі қарай жалғастырды. Баршаңызға жалынды сәлем. Бұл аялдама. Бұл біздің түлектеріміздің подкасты. Біз түлектермен түлектер туралы сөйлесеміз. Және бүгін бізде қонақта Ердәулет Тастанбек, выпускник НИШ ФМН города Шымкент, выпускник Назарбаев университета, стипендиат программы «Болашак» и выпускник магистратуры Бостонского университета. И, разумеется, в гостях у нас сегодня Асель Ибадулла, выпускница НИШ ХБН города Шымкент, Назарбаев университета, Ельского университета магистратура, научный сотрудник Гарвард. Активный? Да, парт-тайм сейчас. Раньше был фулл-тайм. А вы на онлайне, да, работаете? Сейчас онлайн работаю. Все, отлично. И будущий докторант буквально через несколько месяцев. Несколько недель даже. Нет, уже я официально считаюсь докторанткой. Официально. Докторант Стэнфорд Юниверсити, стипендиат программы Найт Хеннесси. Да. Добро пожаловать на наш подкаст. Всем привет. Рахмет. Бәріне. Шақыртуға үлкен рахмет. Бірге шақырғанда біз қуандық. Иә. Сразу согласились. Барлық жерде Әселдің өзін шақырады. Сонымен мен мынаны айтсам, сені шақырады, сол кезде айтасың дейді. Мені шақырды, айтады. Бүгін сегодня будем душу выливать, да? Иә. Понял. Астана ауа райы қалай екен? Астана бізге ұнайды. Өте қатты ұнайды. Астана жел бар, ауа бар. Біз енді 5 жыл Астанада тұрдық қой, бакалаврда оқып жатқан кезде. Бізге Астана өте қатты ұнайды. Иә, осында достарымыздың барлығы оқуды бітіріп осында қалған көбісі. Мен келген кезде барлығы Астанада болады, осында келіп күндіз жұмыстар жасап, кешке достармен кездесіп, күн сайын сонда кездесіп. Біз 1 ай болды Астанада жүргенімізге, 1 айда есептеп қарасақ, ешқашан өзіміз кешкі ас ішпегенбіз. Әрдайым бір адамдармен барлық таныстарымыз, кейбір туыстарымыз барлық осында, сондықтан Астананы ерекше жақсы көреміз. Окей. Достарыңыз көп шығар, потому что я знаю то, что вы были президентом студенческого самоуправления, а вы активно участвовали в дебатах. Да. Да, мы вместе участвовали. Расскажите вот про важность именно активного. Вот есть академическая составляющая, а есть такая общественная составляющая. Расскажите про важность общественной составляющей. Потому что многие говорят про это, но про это не говорят. В целом, я считаю, студенческий период именно, да, даже школьный период, это идеальное время, чтобы получить опыт. Опыт, не только академический опыт, но и социальный опыт, потому что реально ты несешь никакую ответственность, да, то есть, например, я работала в студенческом правительстве, и я допускала очень много ошибок, то есть неправильно, там тогда не было ChatGPT, то есть вот правильно писать письма, да, официальные, то есть я участвовала на разных собраниях, там, с президентами, с вице-президентами и так далее, и я каждый день училась, как вести себя. Я все еще помню, у нас вице-президентом является, и сейчас является Кадиша Нурлидиновна, и мы вместе на собрании сидели, и я прям сидела и, можно сказать, копировала, да, то есть как она себя ведет, как она ставит задачи, как она, то есть, уже все пишет, так, кто будет ответственен и так далее. Я думаю, вот, то есть так нужно вести дела в целом, так нужно вести себя и так далее. То есть это просто один пример, но очень много было таких моментов, где я допускала разные рода ошибки, но никто не ругается, максимум говорит, Ася, это неправильно и так далее. И потому что после университета, скорее всего, мы будем работать, да, уже получаем оплату, есть ребенок и так далее, и уже есть ответственность, и желательно не допускать никакие ошибки, да, а в студенческие годы нужно максимально получить опыт, максимально как лидер, как человек, просто расти. Еще біз айттық, жаңа дебатқа бардық деп, университет кезінде. Біз дебатта танысқанбыз. Бірінші фаундейшн кезінде. Дебатқа барған кезде басында біз жаңағыдай енді бастаушы болып, новичок болып бардық. Одан кейін келесі жылы біз координатор болдық, Әсел екеуміз сол дебатта, Намат дебат клубында, Назарбаев университетте. Ол уақыттағы адамдармен сөйлесу, жалпы осы турнирларды ұйымдастыру бізге өте үлкен тәжірибе берді. Өйткені ол кезде жаңа айтқандай, бізде көп жауапкершілік жоқ. Біз өзіміз қалағанша адамдармен сөйлесеміз, барлығы білет біздің студент екеніміз, сондықтан көп ұрыспайды бізге. Соны пайдалана отырып, біз қанша 2-3 жыл бойы
сол Намат дебат клубымен бірге неше түрлі нәрселер ұйымдастырдық, көп адамдармен сөйлестік. Біз тек қана достарымыз көп дейді, бірақ біз көп сол Назарбаев университетінен ғана емес, бүкіл Астананың барлық университеттерінен, өйткені жаңағы республикалық жарыстар болған кезде біз сол жақта көп адамдармен таныстық. Олар мысалы Евразия ұлттық университеті, жаңағы Казгю, немесе СДУ, Алматыдан келеді, Шымкенттен келеді, басқа қалалардан келеді. Барлық балалармен сөйлесіп, араласып, енді келген кезде барлық салада біздің таныстарымыз бар да, яғни кез келген салада жұмыс істеп жатса бір жерден таныс шығады, бір досымыз шығады. Біреумен сөйлесіп жатса, қай университет екенін білсек, бір ортақ досымыз болады бір адаммен. Осы сияқты нәрселер мен ойлаймын осы керек деп, өйткені оқу бітіргеннен кейін уақыт болмайды жаңа дос табуға. Оқу бітіргеннен кейін жұмыс бар, коллегаларым бар, ол коллегалармен жұмыс ретінде ғана араласасың. Ал қалатын достар сол тек қана сол университет кезінде танысқан, тапқан достар. Олар қандай жаңағы үлкен жетістікке жетсе де, қандай жақсы жерлерде жұмыс жасаса да, бәрібір де кездескен кезде сол бұрынғы кездерді айтып отырасың. Яғни сол достық әлі күнге дейін сақталып қалады. Иә, және де сол дебатта жүрген кезде біз өзімізден сұрайтынбыз кей кезде, не істеп жүрміз, түнгі сағат 2 болды, сабақ оқымаймыз ба, қандай пайдасы болады демек. Бірақ та өскеннен кейін да, уже жұмыс істей бастағанда біз түсіндік, бізде барлық жаңағы организационный навыктар бар. Иә, жаңағы адамдармен сөйлесу болсын, кабинет жалдау, кеше мысалға Эспар форум өткіздік та, және бізге өте оңай болды. Себебі біз қаншама турнир өткізгенбіз, там бейджик, адамдарды орналастыру, барлық сценарий жазу деген нәрсенің барлығын білесің да. Одан кейін барлық оңай сияқты. Тіпті біз шетелге барған кезде де, мысалы, 2 жыл сайын біз қала ауыстырамыз ғой. Және де адаптация бізге оңайырақ, себебі біз студент кезде түрлі жағдайлардан өттік. Және де осы стресс резистенция, там problem solving skills барлығы сол кезде бізге алып берілді. Окей. Жаңағына сіз айтқаныңша, сіздер дебатта таныстыңыздар. Жалпы сол танысу тарихында айтасыз ба? Қалай басталды бәрі? Танысу тарихын жаңа айтқандай, басында келдік, барлығымыз Намат дебат клубына. Мен өзім қазақ лигасына келдім. Қазақ лигасына, әсел ағылшын лигасында ойнап жүрді. Одан кейін бірақ қазақ лигасында адамдар көп болды. Одан кейін ол жақта атмосфера басқаша болды. Яғни қазақ лигасында барлығы бір-бірімен дос, әртүрлі іс-шаралар жасайды. Жалпы атмосфера керемет болды ол жақтан дейді. Дружный атмосфера дейді. Ал сосын әсел қасында досы болды, әселдің Назерке қойды. Назерке екеуі осы қазақ лигасына келейік деді, бір күн келіп көрейік десе, олар келді. Біз сол кезде таныстық әселмен. Басында жай ғана дос болып жүрдік. Август айында ғой? Август айында. Иә, 2016 жыл. Енді Foundation кезде ме или бірінші курста? Foundation кезде. Ең басында. Иә, ең басында. Барлық студенттер келген кезде өзіне бір активно клуб іздей бастайды ғой. Себебі университетте, особенно Назарбаев университетінде бізде группа деген жоқ. Барлық студенттер өздері қалаған сабағын алады. Және сол кезде бір орта керек, социум керек. Сол үшін барлығы клубтарға барады. Сол Намат клубына бардық. Енді келген кезіміз, сол кезде бірге дебатқа қатысып жүрдік, сосын бізді бір командаға қойды. Бізде турнир новичков деген бар, қала деңгейінде барлық енді келген жаңағы новичок дебатерлардың ортасында чемпионат өтеді. Бізді Назарбаев университетінің атынан жіберді, біз оны іріктелініп, таңдалынып алдық. 2 ай бойы іріктеуші раундтар болды, және де ең соңында осы бізді таңдап жіберді. Біз көп дайындалдық, яғни таңғы сағат 4-ке дейін, тіпті таңғы сағат 5-ке дейін біз дайындайтын, қалай аргумент айту керек, қалай әртүрлі тақырыптардан лекциялар болатын. Және біз күніге түнгі сағат 4-5-ке дейін бірге жүрдік та. Сосын дос болдық. Оның үстіне Foundation кезде біз Назарбаев зияткерлік мектебінен болғандықтан бізге Foundation қатты қиын болған жоқ. Иә, мүлде сабақ қиын болған жоқ. Өйткені барлығы біз білетін нәрселерді үйретті. Ағылшын тілі, жаңағы математика, барлығымыз білеміз, мүлде қиын болмады. Өтіп қойған нәрселер, сондықтан тапсырмаларды орындау, емтихандарға бару бізге қиын болмады. Сондықтан біз көп уақытымызды осы қоғамдық дейді ғой, жаңағы дебатқа, тағы да басқа клубтарға баруға арнадық. Менің ойымша көп осы Назарбаев мектептерін бітіргендердің көбісі солай жасаған шығар. Сосын жаңағыдай біз дос болдық. Потом қыстан бастап жүре бастадық. Бірақ та осы дебаттың рөлі үлкен болды, себебі біз бір-бірімізге бірдей ойлайтынымызды түсінесің, себебі дебаты жаңағыдай әртүрлі нәрсені ойлайсың, әртүрлі нәрсені сөйлесесің, бірге дайындаласың. Сондықтан да бір-бірімізді бір осознанно кездестірдік десек те болады, себебі жай ғана мысалға бір көргені ұнату немесе жай ғана маған жазды деген емес. Біз 3 ай бойы күніге бірге дебатқа дайындалып, бірге және де әртүрлі эмоцияны бастан кешірдік та, себебі біз дебаттан ұта бермейсің ғой, жеңілесің. Бірге жыладық, мен енді жылайтынмын, ұтылып қалған кезде, енді финалға дейін барып тұрсың.
болсын, немесе финалға өтпей қалған кездерде бірге жыладық, және де ұтқан кезде қуандық, қуаныштан бірге жыладық, бірге шаршадық. Таңертең бізде сағат раундтар 8-де басталады, 6:30-да бір-бірімді барып оятасың, тұр кеттік дебатқа, раунд басталады деген сияқты. Сондай өте көп эмоциядан бірге өткізгеннен кейін бір-бірімізге жақын болып кеттік, және де соның арқасында шығар әлі күнге дейін біз бір бағытта ойлаймыз. Мен білем ердәулеттің қалай ойлайтынын, ол білет мен қалай ойлайтынын, және де біз всегда бірге конфликт болмайды да, себебі бірге жақын, мысалы Стэнфордқа түсейік десең, я давай Бостонға көшейік, я давай себебі соның барлығы сол бірдей ойлап бір-біріне түсіне бастағаннан шығар. Және де біз екінші курста және үшінші курста ма біз республикалық жастар алаңы деген чемпионат болды. Ол бүкіл қаладан келді, квотамен әр қаладан 4 командадан жинады. Сол жерде 2 дүркін чемпион болдық. 2018-де чемпион болдық, 2019 екеуміз ғана командада. Және де сол кезде де бір-бірін толықтырып үйренесің, себебі енді біз 1 миллион ұтады ол жерде. Енді 2018 жыл біз студентпіз, 1 миллион деген. Республикалық турнир 1 миллион теңге деген өте үлкен ақша. Ол кезде біз студентпіз, енді өте үлкен ақша. Сонымен біз енді барынша дайындалатынбыз. Сол кезде бірімізді толықтырып та үйрендік. Ердәулет бірінші спикер болады, бүкіл нәрсені айтып кетеді. Сосын мен екінші шығып Ердәулетті толықтыруым керек, Ердәулеттің дұрыс емес айтылған нәрсесін дұрыстауым керек. Солай бірімізді толықтырып үйрендік, және қазір де өмірде бізге өте көп көмектеседі. Біреу бір нәрсе жасап кетсе, екіншісіңіз барып соны толықтырып, айтқан нәрсесін дұрыстап, сол әлі күнге дейін бір команда сияқты қалып кеттік. Окей. Сонда фаундейшн қысынан бастап жүре бастасаңыз, мысалы, 4-ші курстың соңында біз үйлендіңіз. Ол свадьба қалай өтті? Жалпы, как это было вообще? Ол өте қызық болды. Біз оқу бітірген кезде менде мамандық civil engineering, бұл civil engineering мамандығын бітіріп, бізде Назарбаев университетінен осы Астанадағы үлкен компаниялар толықтай жаңа жұмысқа орналастыруға стажировкаларға жібереді. Сонда бір компанияда стажировкада жұмыс жасап жүрдім. Осы ақпан айынан бастап 4-ші курстың. Ол кезде карантин болды. Бізде сабақтың барлығы онлайн болды. Онлайн сабақ. Сол кезде біз енді 3-ші курстың ортасынан бастап онлайн сабақ басталды. 4-ші курс толығымен онлайн болды. Сол кезде енді мен Шымкентте тұрамыз, екеуміз Шымкентте тұрамыз. Шымкентте тұрып, шынымен Шымкентте істейтін еш нәрсе жоқ. Енді үйде отырған қатты ішіміз пысады, адамдармен сөйлескіміз келеді, көргіміз келеді. Сонымен мен Астанаға келіп жаңағы стажировка бастаймын. Соны бастап жатқан кезде Әсел оқуға тапсырып жатады. Оқуға тапсырып бір күн айтады, вот міне мен бірінші Emory университетіден оффер келеді Әселге. Біз ол тапсырып жатқан кезде бәрібір сенбейсің ғой өзіне, саған қанша адам сенеді, сен тапсыр, сен күшті түсесің деп барлығы айтады. Бірақ бәрібір де өзіне деген сенім болмайды, себебі мен бірінші рет шетелге оқуға тапсырып тұрмын да. Сол үшін де ең бірінші оффер келгенде ғана екеуміз түсіндік. Мен шынымен түстім, мен шынымен финансирование алдым. Біз осы жазда точно кетеміз деген ой. Сол январьда келді, январьдың 20-сына ма келді ең алғашқы оффер. Бірақ енді біз бір жағынан үйленбегенбіз әлі. Жоспар жоқ ешқандай. Оқуды бітіреміз. Сосын одан кейін университеттерден келіп жатты шақыртулар Әселге. Маған айтады, менімен бірге барасың ба Америкаға? Бару үшін бірақ мен үйленуім керек та. Просто былай үйленбей барған болмайды. Сондықтан біз ойландық. Одан кейін Елсек университеттен келді. Сосын Әсел екеуінің арасында таңдау жасап, тағы Erasmus Mundus деген бір бағдарламаларына шақыртылып келіп жатты Европадан. Уже где-то февраль айында мен нақты шештім, мен кетемін, себебі жаңағы ел университетіне жақсы финансированиемен келді. Erasmus Mundus тоже толықтай қаржыландырумен келді. Сонымен мен толықтай шешкен. Оның алдында бізде енді білесіз ғой, Назарбаев университетінде енді ешкім бір үйлен деген нәрсе өте қатты таралмаған ғой. Біздің үлкен мысалы дебатта да қаншама паралар болды. Бірге универ бітіреді, бірге жұмыс жасайды, бірге бір жерге барады, бірақ үйлену деген нәрсе болмайды. Бізде солай ойладық, біз бітіреміз. Мүмкін Астанада Ердәулет жаңа BI группта жақсы жұмыс жасап жатты, уже жақсы карьерный рост ұсынып жатты. Мен де белгілі бір жұмыстарға тапсырып жаттым да, біз ойладық Астанада қаламыз, әлі жүреміз, асықпай бір жыл үйленеміз деген сияқты. Бірақ та енді мен оқуға түскеннен кейін өзім де жалғыз барғым келмеді, шынымды айтайын енді. Біз 5 жыл бойы бірге бүкіл дебатта да, студенттік үкіметте де бірге болдық, сабақта да бірге оқыдық, емтиханға бірге дайындалдық. Мен айттым, мен бірге бара алмаймын, мен қорқамын, менен бірге жүр деген сияқты. Ердәулет те айтты, вот мен де сені жібере алмаймын, бірге барайық деген сияқты. Сонымен үйлену стратегиялық таңдау болды деп айтайықшы, ол жаңағыдай бір осознанно келген емес. Біз сонымен, бірақ та ата-анамыз енді біледі ғой біздің 5 жыл жүріп жүргенімізді, сондықтан да олар дайын болды. Барлығы тез болып кетті. Сол май айының соңында
үйленбестен бұрын, ешнәрсе болмастан бұрын бірінші біз жаңағы расписация етіп алдық, чтобы визаға бірге себебі тапсыру үшін. визаға тапсыру керек болды. Үйдегілер ешкім білмейді, біз өзіміз егофтан жіберіп бір-бірімізге расписация етіп немізді алып алғанбыз. Сосын барып ата-анамызға біз үйленейін деп жатырық деп айттық, бірақ ол кезде негізінде біз официально уже в браке были. Себебі енді документ барлығын ертерек жинау керек, университет ертерек формалар жіберу керек қой, сол кезде барлығын ертерек болу үшін біз. Сосын үйлендік, достарымыз жаңағы дебаттан келді, барлық студенттік үкіметте де дебатта да барлық оқуда да бірге жүрген бір достарымыз бір 100 шақты дос болған шығар. Өте көп болды. Еще жаңағы пандемия уақыты ғой. Той жасауға болмайды. Түскі сағат 12-де ғана ұзату сияқты қылып кішігірім болды. Бірақ та біз өзіміздің достарымызбен пре-парти, афтер-парти тек қана достармен болған сияқты. Тойда тойхананың артынан кіреді жаңағы. Той болып жатқан кезде алдынан кіруге болмайды. Тыныш отыру керек тойда. Сондай қиын кездер болды енді ол кезде. Бірақ та бізде үлкен той болмады. Сондықтан да ойлап жатырмыз, келесі жылы біздің үйленгенімізге 5 жыл болады, ал бірге болғанымызға 10 жыл болады. Сол үшін той жасайын деп жатыр. Сұрағаным сондықтан ғой, потому что мен сендердің инстаграм аккаунтта қарағанда не нашел там фотографии со свадьбы, видео көрген жоқпын. Увидел только вот небольшой, как церемония, где роспись, и сзади было написано типа то, что... Я не помню, что было написано, но точно не свадьба, короче. Қыз ұзату сияқты бірдеңе болды да. Сол. И увидел фотосессию, где мы расписались деген сияқты. Вот сол ішінде бізде той болады деп шақырамыз. Келесі жылы жазда. И потом 20 ол нешінші жыл болды? 21 жылы сіздер официально муж и жена, и потом уже Америка көшесіздер. Иә, біз үйлендік, 2 аптадан кейін біз кетіп қалдық. Сондықтан да шығар бізге той, басқа нәрсе қатты маңызды болмады, себебі өзіміздің ішімізде excitement болды. Біз Америкада арман ғой, Америкаға кетіп бара жатырмыз, ел университетке кетіп бара жатырмыз, екеуміз. Ол кезде медовый месяц емес, өзімізге мазақтайтынбыз, вот медовый год у нас, бірге Америкаға бара жатырмыз. Енді ол кезде барлығы розовый очки, барлығы оңай деп ойлайсың. Сонымен бардық, бірақ та Америкада бізге өте қиын болды. Өте қиын болды, себебі бізде енді жаңағы юношеский максимализм дейді, біз мүлде қаржысыз барғанбыз, не ойлап барғанбыз білмейміз, 0 ақшамен біз бардық, еліға бардық, бізге ешкім үй дайындап тұрған жоқ, бізге ешкім ешнәрсе дайындап отқан жоқ, ол жақта қазақтар мүлде жоқ, 2 қазақ бар, еще олар бакалаврлар, бізден кішкентай. Сонымен басында тіпті үй табу қиын болды, ал ол машинасыз жүру де қиын болды. Біз енді мен жалғыз студент болған кезде бізге бір общежитиеға беретін еді, бірақ біз семейный болғандықтан бізге уже бөлек квартира керек. Вот соның барлығын табу, барлығы қиын болды. Ердәулет барлық мүмкін жұмысты жасады, мен де ол кезде пандемия ғой, вакцинационный центрде жұмыс жасадым, зерттеуші жұмыс жасадым, плюс библиотекада ассистент болып жұмыс жасадым. Қайда жұмыс бар, біз барлығын жасадық. Бірақ та 2 айда аяққа тұрдық, жаңағы машина алдық, үйімізді полностью төледік, жақсы жерге көштік. Бірақ та алғашқы апталар өте қиын болды, себебі біз тіпті білмедік, что Америкада үйлер мебельсіз беріледі екен, ешқандай жиһазсыз беріледі екен. Жаңағыда қуанып біз просто бара салғанбыз ғой. И біз бір үй алдық, есіңде ме, бірінші күні? Бірінші күні алдық. Үлкен үй, 2 бөлмелі үйді алдық. Кірдік, ішінде еш нәрсе жоқ. Жаңағыдай ыдыстар да жоқ. Жататын жоқ. Даже ол Америкада свет жоқ қой. Лампа болмайды, свет болмайды. Оны бөлек лампа алып келіп жалғау керек жаңағы. Үй қараңғы, только коридорда свет болады, басқа жақта жарық жоқ. Сонымен бірінші күні біз енді чемоданда ұйықтадық. Кейін жердің барлығы кәдімгі тап-таза. Одан кейін жаймен бастадық, жаңағы мебель іздедік, адамдардан сұрадық, университеттің чаттарына жазып бастадық. Сосын университетте мынандай қызық нәрсе бар, мысалы Ельский университетте swap room деген нәрсе бар. Swap room деген ол мысалы студенттер келіп өздеріне, мысалы жыл сайын студенттер ауысады ғой. Олар көшіп жатқан кезде бөлмелерін толықтай жаңағыдай бос етіп қалдыру керек. Бір зат қалдырып кетсең, сен штраф төлейсің, бөлмені толықтай босату керек. Жалпы Америкада солай, мысалы бөлмені, квартираны бос қалдыру керек, еш нәрсе болмау керек. Сол кезде олар енді басқа жақтан келген біз сияқты жаңағы интернешнл студенттер болады, олар келіп сол swap roomға өздерінің заттарын қалдырып кетеді, мысалы қажет емес заттарын. Сосын келесі жылы келген студенттер сол румнан келіп жаңағы қолдануға болатын символикалық бағаға аласың, $10, $50, $100 деген. Сол бағаға алып жаңағыдай заттарды алып қолданады. Вот осындай нәрсе бірінші барған кезде мен таң қалдым, қандай керемет та, мысалы культура былайша айтқанда. Затты мысалы тастап қоқысқа тастағаннан қарағанда келесі адамға қолдануға бергенді қандай жақсы.
сол кезде енді біз оның алдында енді студент болдық немесе үйде тұрдық, ешқашан сезінбегенбіз ғой жаңа бір үй құрастыру деген. Мен ойладым, мен мамаға айтқан, мама даже қайшы алу керек екенбіз ғой деген сияқты. Ондай нәрселер енді болатын еді ғой үйде, барлық үйде. Сондай майда нәрселерді алған кезде де бірақ та ол біздің семьяны нығайтты десек болады, себебі біз үйленгеніміз 2 апта болған әлі жаңағыдай өте период қой. Біз сол кезде өте сондай қиыншылықтан бастадық. Жаңа үй құрастырып, еще менде сабақ өте қиын болды, 8 курс болды, өте сабақ қиын болды. Ердәулет те өмірінде істемеген жұмыстарды істеді. Сонымен бірақ та соның арқасында қазірде бізде бір алдымыздан бір кедергі немесе бір мәселе шықса ойлаймыз, одан қиын болмайды бізге. Мы справимся, потому что біз сол кезден өттік. Уақытта болдық қой бізде. Окей, бұл 2021. Қанша жылдан кейін бізде Адель туды? Келесі жылы. 2022. Қатты ұзақ болған жоқ арасы. Біз ондай расслабиться етпейміз арасында. Тез. Марафон дейсің. Иә, марафон солай. Негізі бәрібірден біз Шымкенттенбіз, оңтүстіктенбіз, бізге үйленген кезде де негізі шын айтатын болсақ өте көп осындай нәрсені сіңіріп алдық да. Той болғанда енді жаңа құдалық болды, бізде ұзату болды. Сол кезде барлығы айтты, келесі жылы бесік тойға келейік, семья деген 3 адамнан тұру керек деген нәрсенің барлығы енді біз кішкентаймыз, сол нәрсенің бәрін сіңіріп аласың. И біз сол кезде ойладық, бізге бала керек, біз отбасымыз, баламен күшті емес пе. Сонымен қатар біз Нью-Хейвенді жалғызсырамыз. Ешқандай қазақ жоқ, өте жалғызсырап, араласатын адам жоқ. Шетелдік достармен енді бәрібір де өте тереңнен араласа алмайсың ғой. Сонымен ойладық, балалы болайық деген. Сонымен сол 2022 жылы Адель туылды. Қорқыныш болған жоқ па? Қиын условиялар, тағы бір бала қосылса, тағы условиялар қиындады. Біз жас болдық қой, негізі шынымды айтайын, біз олай қатты ойланбадық. Қазір біз сол жақта Америкада жүрген кезде біз достарымыз жазды, қандай страховка бар екен, босану қалай деп менен сұрайды. Мен айтамын, біз осылай ойланбаппыз да ғой деп. Біз Америка келмес бұрын біз ешқашан сұрастырмағанбыз, ешнәрсе болмағанбыз. Просто жас болдық та, өзіміз бүйтіп қиялданып жүре бердік. Сосын біз ешқашан да бала қарап көрмегенбіз ғой. Мен өмір бойы 7 класстан бастап нешта оқыдым. Таңертең таңғы сағат мен өте алыс тұрдым нештан. 6-15-те мен такси алып кететін. Оны біз барлық бір осы районда тұратындар бір такси жалдағанбыз. Мектепке сағат 7:30-да апарып тастайды. Үйден 6-15-те келгеннен үйге 8-де келем. Шаршаймын да ұйықтап қалам. Ешкімнің баласына қарамағам. Қызықпағанмын, адамдар қалай туып жатыр, қалай не істеп жатыр. Ердәулет тура сол нешта оқыды, сосын нуда оқыдық. Өмір бойы оқыдық, жаңағы социальный активность болды. И Адель туылған кезде мен мамаға звондап жылағанымын есімде. Мама, бала деген 2 сағат сайын оянады екен ғой. Неге айтпағансыз деп. Мама айтады, сен білмедің бе? Мен қайдан білемін, мен қашан өмірімде бала қарадым. Мама, сіз қалай ойландыңыз, неге бізге осылай айтпадыңыз деп. Үлкен адамдар біледі ғой, мысалы бала қарау қиын, сендер екеуің ғана жүрсіңдер, оқып жатсыңдар, сендер қоя тұрыңдар деген сияқты нәрсе айту керек қой. Жоқ, үлкен кісілер, жақсы, құтты болсын, Құдай өзі көмектеседі деп жаңағыдай. Бірақ рас көмектеседі деген рас екен. Көмектескен, Құдайға шүкір. Бірақ та күшті өте жылы период болды Нью-Хейвенда. Біз үшеуміз, Адель туылды, алғашқы қадамдары, алғашқы еңбектегені, барлығы өте ыстық воспоминаниялар. Біз қазір өте қатты қуаныштымыз Адельдің туылғанына. Себебі біріншіден қаншама бақыт, себебі барлық мен бізді көріп жатқан аудиторияның баласы жоқ адамдар шығар. Негізі баланы барлықтарыңызға шын жүректен кеңес беремін, себебі бала өмірдегі мысалға синус косинустың бар ғой, графикасы. И сол кезде 2х-тан 2 қойған кезде былай көтеріп кетеді. Өмірдегі эмоцияларды солай да, барлығы ярче сезіледі. Қуанған кезде қаттырақ қуанасың, жылаған кезде қаттырақ жүрегің ауырады. Барлығын өмірді мысалға маған Адельге дейінгі өмір маған кішкене әлсіз түстерде сияқты да, ал Адель туылғаннан кейін өте анық түстер сияқты, яркий цвета да, себебі Адель туылған кезде көбірек оған путешествовать еткің келеді, жақсырақ, ыңғайлырақ условия жасағың келеді. Хочется подарить красивое, счастливое детство, да. И поэтому ол бізді өте қатты мотивировать етті. Көбірек жұмыс істегің келеді. Бос уақытыңды бағалай бастайсың, бала болған кезде, өйткені екеумізден бала қараған кезде ол бала ол бір, жаңағы айтқанда бір переменный да, ол мысалы екеуміз ғана жүретін болсақ, біз 2 ғана переменный. Бала болған кезде 3 переменный. Ол 3 переменныйды сақтау керек болады, баланс сақтау керек болады 3 адам болған кезде. Мысалы біреу жұмыс істеп жатса, біреу қарап тұру керек балаға. Және де бала туылмай тұрып біз аэропортта біз ең төменгі, ең арзан билет ала салатынбыз.
неважно ол сколько там қанша уақыт жаңағы стыковкасы пересадка қанша уақыт екеніне қарамайтынбыз, ең азын алатынбыз. Қанша аэропорттарда ұйықтадық біз, қанша бәрібір арзан еді. Airbnb-ларда ұйықтадық Америкада. Ал адель туылғаннан кейін оның жағдайына қарайсың, ол дұрыс ұйықтау керек. Біз уже комфортный билеттерді аласың, жақсы үйде тұру керек, себебі ол еңбек дейді, таза болу керек, жақсы үйде тұрды. Және де біздің өмірімізге өте үлкен буст болды. Біз өте қатты қуаныштымыз. Қазір де біздің көп жасап жатқан істеріміздің негізгі мотивация сол біздің қызымыз. Сондықтан да өте қуаныштымыз. Сәл былай естіген кезде сәл мүмкін емес естіледі да, өйткені сіздер шетелге бардыңыздар. Сонда сабақ пен жұмыс пен тағы баланы асырауды бірге жүргіздіңіздер. Ол қалай болды жалпы? Өте қиын болған шығар, потому что қазіргі адамдар мысалы жұмыс пен сабақты бірге жүргізе алмайды. А шетелде болып еще баланы асырау ол вообще мүмкін емес сияқты. Ол қалай болды? Бізде басында қорықтық, қалай болады деп, туылған кезде. Сонымен ойладық, біз мамаларды шақырайық, көмектессін бізге деп. Ол өте қызық ситуация болды. Мысалы мамалар шақырайық деді, визаға кіретін болды мамалар. Менің мамам және Әселдің мамасы. Сонымен визаны жасадық, олар визаны алды. Сонымен билеттерін барлығын алды. Билеттерді алғаннан кейін Әселдің жаңағы туу уақыты дейді, due date дейді ғой. Соған қарсы алды да, due date'қа қарсы. Ол қанша 21 апрель болды ма, 22 апрель? 28 апрель due date деді. Соған қарсы бір 21-леріне алды. Одан кейін біз енді екеуміз ғана үйдеміз, уже уақыты жақындап жатыр. Арасында сабақ бар, Әсел сабаққа барып келіп жүр. Бір күні жаңағыдай врачқа бардық. 13 күні врачқа 13 күні кәдімгі плановый осмотрға бардық. Таңертең, ерте мен кешке жұмыстан келгенмін, сонымен ұйқы сұрап екеуміз дәл осылай келдік. Сонымен келгеннен кейін айтады бізге, неке баланың жаңағы қалай? Суы аз, бүгін босану керек. Бүгін босану керек дейді. Ал мен негізі емтихандар 25 апрельдан 5 майға дейін болады. Барлық универде солай ғой. Солай болады. И мен сол емтихандан барлық мен айтам, мен 28-не босанатын күні мен ертерек тапсыруым керек деп барлық ескертіп шығамын бүкіл профессорларға. Профессорлар хорошо дейді, барлығын 10 мен 20 ноқтасына қояды. Ал маған айтады, 13 күн сен босанасың дейді. Сонымен мен айтам, мен босана алмаймын, мен емтиханым бар деп айтам. Менде сол күні таңғы сағат 9-да бізде плановый осмотр болды. Кешкі сағат түсте 3-те 6-да 2 емтиханын айтам. Давай мен хотя бы бүгінгі емтихан тапсырып келейін. Врач айтады, сен қуасың ба, сенде су аз, балаға зиян болады, бүгін босану керексің. Мен қорқып кетем, бүкіл профессорына жазып шығамыз. Сонда енді оқу деген, енді студентсің ғой, бірінші очередь. Оқу деген жазып шығамын. Кешірім сұраймын, менде босану керек деп жатсыз. Профессордың бәрі шоке. Конечно, сен take your time, don't worry, take your time. Типа, өзің денсаулығына қара, әрине деп жіберді. Сосын біз 14-не босандық, мамалар жоқ, өзіміз 10 күн қарадық. Мамалар 24-теріне келді, енді билет алып қойған күні келді. Мамалар 24-те кейін мен 26-сына емтихан тапсыруға кеттім. Босанғаннан кейін тіпті 2 аптада өтпеді ғой. Және де профессорлар, однокурсниктардың барлығы в шоке бір сөзмен айтқан кезде, себебі айтады, сенің ішің қайда, сен уже босанып қойдың, сен ешнәрсе болмағанда сенен адам шықты. Бірақ мен күліп жүріп шашын бері алып алғам. Енді жаспыз ғой, 22-деміз. Маған да керек болды жаңағыдай. Өмірім дереу өзгеріп кетті да. 10 күн бойы мен үйден шықпай бала қараған кезде маған кішкене бұрынғы Әселмен connection керек болды да. Мамалар келгеннен кейін енді күніне 1-2 сағат қой емтиханға барып тапсырып келдім. Маған керек болды десем де болады. Сол нәрсе бұрынғы Әселмен жаңағы connection, сол өмірдің әлі бар екенін көру деген сияқты. Және емтихан тапсырдық. Оңай болды ма деген кезде өте қиын болды. Оны қазір біз ойлап жатырмыз, қандай қиын болған деп. Бірақ сол сәтте бізде туысқандарымыз жоқ көмектесетін, қаржылық жаңағы өте үлкен қаржы жоқ, чтобы няня жалдау үшін, немесе бір нянялар енді сағатына $25 алады, $30 алады, ондай мүмкіншілік те жоқ. Сонымен, когда сенде ешқандай да вариант жоқ, сен просто соған смириться етіп, ол нәрсені жасай бастайсың да. Сол үшін де мен сол кезде ойлаймын, мен teacher assistant болып жұмыста биохимия деген сабақтың толықтай аптасына 2 рет семинарын жүргізетінмін. Ол Америкадағы 3-4 курста премед медицина студенттеріне мен биохимиядан сабақ бергенмін. Сосын research assistant болып Қазақстанға байланысты бір зерттеу жұмыстарында ассистент болып жұмыс жасадым. 10 сағат 10 сағат рей болып жұмыс жасадым. Сонымен қатар бала болды, сабақ оқыдым, сабақты мен honors-пен бітірдім. Қызыл диплом дейді ғой, жаңағы барлығы 90+ болды. Сол кезде мен өз-өзімді кінәлайтынмын. Мен үлгере алмай жүрмін, себебі маған инстаграмда көп адам жазатын. Елда оқып жатсыз, маған қызық, сіздің балаңыз бар, неге сторис салмайсыз, неге пост салмайсыз, деген адамдар жазады. Ал мен ешқашан мен инстаграмда менде инстаграм жоқ деп өшіріп тастаған ғой, үлгермеймін. Сол кезде өзім кінә сезінетінмін, блин, барлық типа Америкаға түсіп күшті блогер болып жатыр, күшті айтып жатыр. Ал менде өте қызық жаңағы сабақ өтіп жатқанымды көрсеткім келеді. Менде әр апта сайын конференция болады, жаңағы зерттеу жұмыстарымды презентация етемін. Мен соның бәрін көрсетіп бөліскім келеді. Мен ердәулетке түнде айтатынмын, мен үлгере алмай
жатырмын, мен қалай продуктивный болсам болады деп қазір сол кезге барсам өзімді құшақтағым келеді, себебі енді бәрібір недостаточно сезініп өзімді тағы да істеу керек деп ойлаймын, бірақ та мен қаншама зат жасап жатқанмын да. Ердәулет те сол кезде толықтай Адельге қарады. Бар ғой, мен сабақта болып жатырмын, сабақ беріп жатырмын. Кейбір күндер болды, таңғы сағат 9-дан кеш сағат 7-ге шейін менде сабақ, и мен өзім беретін сабақтар болды. Ортасында мен универдің жанына бізде үй бар, келемін да тез емісіп кетем, болды, ешнәрсе қарамаймын. Ердәулет полностью өзі қарады сол кезде. Иә, менің үйдегілер енді Шымкентке ол кішкене ерсі нәрсе ғой. Ер адамның барлық толықтай қараған, бізді мазақтайтын тұғын, Ердәулет мама болып кетіпті деп. Бірақ та сол кезде Америкада болғанымызда көмектескен сияқты, бізде онда ешқандай ой болған жоқ, сен қара, мен қара. Тіпті Ердәулет менен көбірек қарады да. Себебі Америкада жалпы солай. Мен тіпті аяғым ауыр болған кезде, біз больницаға барған кезде, всегда бізді екеуміз бірге шақырады. Бізде Қазақстанда тек әйелдер барады ғой осмотрға. Ондай емес, папасы қайда, кірсін, көрсін. Пандемия кезінде, кей кезде қатты күшейіп кеткен кезде, бірақ адам кіруге болған кезде Ердәулетке үлкен камера қойып қояды, Ердәулет сыртта соны көріп отырады. Себебі әкесі ол полноценный родитель, ол барлығын білу керек, көрсету керек. Сонымен бізді жаңа курстарға, массаж, бір нәрсе курстарға шақырған кезде де Ердәулетке барлығын үйрететін. Мен босанғаннан кейін мен босанып шықтым, айтады, енді қазір памперс ауыстыру керек дейді. Мен тұрып ауыстырайын деп жатсам, врач айтты, сен жата бер, сен босандың, сен ең үлкен нәрсені істедің, дальше барлығын папасы істейді. Сосын Ердәулет тамақтандырды, памперсын ауыстырды, қарады, жыласа тұрды. Сосын врачтар айтады, папасы істесін, сен жат, сен шаршадың, сен қаншама уақыт болғанды. Сол нәрсе бізде қалып кетті. Келгеннен кейін де мен айтамын, мен еміздім, Ердәулет айтады, все, мен ары қарай жуамын, мен ауыстырамын деп. Солайша бізде 50-50 болып кәдімгідей өсірдік. Жаңағы достар, туысқандар Америкада жоқ дегеннен бір нәрсе, біз бірге кірдік қой, партнерский роды болды. Иә, бір Әселдің туған басынан аяғына дейін сонда болып шыққанша, сосын 3 күндей сол роддомда болдық, 3 күннен кейін шықтық. Шығып жатқан кезде медсестралар айтады, о, құтты болсын, сыртта барлық достарыңыз, туыстарыңыз күтіп отырған шығар сіздерді дейді. Ешкім болмады бізде. Ешкім жоқ, біз жай ғана өзіміз машинаға отырып, жаңағы карсит дейді, детское креслоға баланы салып, үйге барып отырдық, ешкім болған жоқ. Сосын бізде қасымызда еще көршіміз болды сол кезде. Біздің үйіміз үлкен болды, 2 бөлмелі үй болды. Сонымен 2 бөлмелі, бір бөлмесіне бір көршімізді алғанбыз. Айына бір кішкене ғана ақша беріп бізбен бірге тұрады. Сосын бір күні біз роддомда тууға кеткеннен кейін, бір күннен кейін бізге жазады, сендер қайдасыңдар деп. Біз айтамыз, біз вот туып жатырмыз деп. Дейді, сосын уже 2 күннен кейін барамыз, үйге барып алып келіп көрсетеміз. Вот мінекей алып келдік. Анау қыздың көзіндегі анау таңғалуды қарасаң. Ол қыз енді 33-те жаңағы постдок болып жүрген қыз ғой, докторантурасын бітірген, өмірінде бала көрмеген, таңғалады, сендер қалай босанып келдіңдер деп. Бірақ та сол кезде бүкіл американдық көршілеріміз өте қатты көмектесті. Бізде graduate housing дейді, общежитие ғой, үлкен жаңағы магистратурада оқитын студенттерге арналған үй ғой. Былай ол кезде біздің 8 шақты көршіміз болды. 8 шақты көршіміз кезектесіп бізге тамақ әкеліп тұрды. Себебі олар біздің жас екенімізді көрді, баламен қиналып жатқанымызды көрді. Және де оларда сондай культура бар Америкада, өте қатты, соған да қуаныштымын. Олар сенімен сөйлеспейді, үйіне кірмейді, себебі біледі, біздің үйіміз барда көз жатыр. Просто тоқылдатады. Ашасын 2 қабатты үй тұрады. Ой, үй тұрады деп, 2 қабат тамақ қойып кетеді. Астында там первое, второе салатымен тұрады, екінші қабатта десертімен, шайымен, там олар біздің шай ішетінімізді біледі, шайға дейін деп әкеліп берген. Соны алып келесің, и записка тұрады. Тезірек восстановитесь, барлығы жақсы болсын деп, и қасында ойыншығымен ұстап кетеді балаға да. Соны біз алып жеп аламыз да, айтамын ғой, мен жуып қойдым, өзім алып кетемін, не істейсің? Сыртқа шығарып қой, бәрібір жуып бересің ғой, сыртқа шығарып қой деп шығарып қойсам, өздері алып кетеді. Біз оларды көрмейміз, себебі олар бізді мазалағысы келмейді, біздің ұялғанымызды қаламайды да. Күніге солай таңертең бізге тамақ қалдырып кететін. Кішкентай балаға бір жағынан енді туылып жатқан кезде айтады ғой, мен көрген Қазақстанда көп туған туысқандары жаңағы үйіне барады, енді туылған баланың үйіне барып сол жақта соны тойлайды деген сияқты. Ал Америкада таңа туылған балаға енді әлсіз болады ғой, иммунитет жағынан әлсіз болады. Баланың қасына барып құшақтап, сүйіп деген нәрсе көп емес ол жақта. Үйін даже ластауға болмайды деп айтады. То есть әртүрлі балада ешқандай иммунитет жоқ, өзімен бірге бактерия алып келсін де үйіне кірмейді негізі.
и өз-өздеріне келсін деген сияқты да. Ал ол жақта бэйби шауэр деген бар, наоборот, бала туылмай жатып, адамдар келіп, құттықтап, бэйби шауэр деген showering with good words дейді да, вот, әртүрлі жақсы сөздер айтып, тілектер айтып, подаркаларын айтып кетеді, ал бала туылғаннан кейін 1-2 ай бойы мүлде мазаламайды. Ол адамды үйіне келмейді, тек қана есігін тоқылдатып, сыртына тамағын, сыртына сыйлықтарын тастап кетеді. Вау, очень необычно звучит, да? Для наших реалий. Бірақ та өте ыңғайлы ғой әйел адамға, шынымен де. Когда покой, спокойствие. Себебі Инстаграмнан көрген кезде мен жүрегім ауырып кетеді. Әйел адамдар босанып келіп үйлерінде қонақ күтіп жүреді. Немесе роддомда да бізге өте күшті жағдай жасалынды. Мен еш тұрмаймын да, тіпті қасында кнопка бар, басасың, сені келіп туалетке кетеді, басасың, келеді сенің балаңды ауыстырып кетеді, басасың, келеді да, мына жерде мамолог келеді, саған бәрін үйретеді, басасың, келеді гинеколог келеді. То есть барлығы кнопкамен шешіледі да, сен ешқайда жүрмейсің, күнде келіп сұрап кетеді, қалайсың. Және де менталды денсаулыққа өте көп көңіл бөледі. Маған босанғаннан кейін де, босанғанға дейін де, босанғаннан кейін 1 айдан кейін, 2 айдан кейін маған күніге сауалнама жібереді. Сен өзің жақсы сезініп тұрсың ба, ешқандай зардап тигізгіге деген жаңағы ішіне желание жоқ па, балаға қалай қарайсың, жыламайсың ба, күніне қанша жылайсың, күніне қанша сағат ұйықтайсың деген сияқты өте көп. Егер бір нәрсеге я деп жауап беретін болсам, олар дереу психолог шақырып бемен жұмыс жасайтын. Иә. Сосын жаңағыдай ғой, барлық дәрігерлер жаңағы туған ананың қасына келеді. Көп жерлерде енді қазір енді солай шығар, Қазақстанда да. Бұрындары мен еститін, балалар туылып, балалармен бірге дәрігерге көрсету үшін дәрігерлерге кезекке тұрады, өзің барасың деген сияқты. Ол жақта барлығы солай келеді. Одан кейін жаңағы айтады ғой, пострадовая депрессия дейді ма, сондай нәрсенің алдын алу үшін барлығын жасайды. Психологтар сөйлеседі. Ердәулетпен сенімен бөлек сөйлесті. Менімен бөлек сөйлесті. Осылай ананың жағдайын қарау керек, осындай ситуациялар болуы мүмкін, осындай болатын болса бізге бірден хабарлас деген сияқты барлығын алдын алуға тырысады. Это очень так прогрессивно звучит. В целом у вас такой образ очень прогрессивной семьи, потому что вы в новой стране, параллельно совмещая учебу, работу, еще балаларын тәрбиелеп, это все очень красиво выглядит. Спасибо. Как в целом, это так и есть, да, в целом, типа, во взаимоотношениях? Так и есть, потому что опять у нас традиционные семьи. Честно сказать, у меня дома мама готовит еду, да, то есть полностью мама отвечает за бытовые задачи и так далее. И у него в семье тоже мама за все отвечает. И у нас, есть образ невестки, да, Орамал, Тагу Салим, у нас все есть, у нас есть очень традиционные семьи. Но нам очень сильно повезло, потому что мы вместе в нише учились, там были предметы глобальной перспективы и так далее, феминизм, мы все про это все узнали в школе. Потом в Назарбаев университете мы дебатами занимались, знаете, дебаты, мы там обсуждаем, критикуем все на свете, да, вот все это вот, насколько нам трудно и так далее, и мы все эти вот мышления и так далее, да, мы вместе впитывали, и поэтому у нас сразу было, такое видение в мире, да, вот прогрессивное, нам нужно вместе работать. Мы вообще И плюс мама мне всегда говорила, то есть выйди замуж за человека, с которым ты вместе учишься, потому что, я дома много-много училась, и мама мне часто говорила, я надеюсь, что ты не выйдешь замуж за традиционного мужчину, потому что они не будут ценить твое образование, как ты вкладываешься, какой у тебя красный диплом, как ты трудолюбиво работаешь и так далее. А вот Ердәулет был свидетелем всего, да, вот как я училась, мы вместе в библиотеке учились, и поэтому и у него в голове не было таких идей, вопросов, да, что я должна сидеть дома, и он всегда понимал, что у меня есть амбиции, и я тоже понимала, что у него есть амбиции, и у нас всегда было вот так, то есть даже мы каждый Новый год составляем, карта желаний, карта целей, да, это не так, что мы верим в суперстицию и так далее, это просто как мы планируем, и тогда у нас всегда есть сначала семейные цели, то есть нам нужно путешествовать, мы хотим маму пригласить в Америку, там, мы хотим родителям показать мир, там, мы хотим дочку отправить в хороший сад, такие семейные цели. Потом идет, я отдельно пишу свои цели, и он отдельно пишет свои цели, мы это вместе. То есть это не так, что кто-то в приоритете, а кто-то будет просто помогать. Мы реально вместе пишем все свои и личные цели, и профессиональные цели тоже. Мы все это вместе думаем и так далее. Но тоже было чуть трудно вначале, потому что мы поженились, я все еще помню, и первая неделя, и Ердәулет у меня спрашивает, а где мои киімдерім қайда? Я говорю, я не знаю. То есть я знаю, где только моя одежда. Ердәулет говорит, у нас дома мама делает. Я говорю, у меня тоже мама делает. Я отвечаю, мне тоже было трудно, потому что всю жизнь я видела, как мама за все отвечает, и мне
вообще ментально, эмоционально было трудно сказать ему, я не хочу. Маған қиын деп айта алмадым, шынымды айтайын. Себебі мен сонда да бар күш жігерім жинап мен айттым, Ердәулет, менің де үйімде мама жасайтын, сен де үйінде мама жасайтын, мен де білмеймін. Это не так, что все эти навыки у меня были, да, что үтіктеу деген нәрсе менде жоқ, мен ондай нәрсені білмеймін. Давай екеуміз будем вместе справляться, давай біз екеуміз жасаймыз. Сен өзің киімдерді, мен давай вместе будем учиться, как жить independently, да. И он тоже өз ойланып қалды, я, мен неге сенен сұрап жатырмын, дұрыс қой, мен де үлкен адаммын ғой. Вот так, то есть қиын болды. И тоже біз бірге Америкада тұрған кезде де мен ыдыс аяқ жуып жатырмын, Ердәулет отырады да, и бірақ ол біз үшін екеумізге де привычный нәрсе. Типа біздің өмір бойы ер адам сөйтіп отырған көремін. Бірақ мен сонда да барып айттым, Ердәулет, маған некомфортно, біз бірге тамақ іштік, неге мен ыдыс аяқ жууым керек деген сияқты. Ердәулет те, я, дұрыс айтасың, давай келесі жолы мен жуайын. То есть таким образом, через дискуссию, да, через много разных реально дискуссий мы пришли к тому, что мы сейчас... Консенсус. Да, консенсус, да, вот консенсус реально. То есть если я что-то делаю, он тоже, не знаю, если я готовлю, он убирается дома. Если я играю с Адель, он собирает все игрушки, то есть и так далее. То есть если тоже ужинда мен ішіп Адель ұйықтатып жатсам, он... То есть үйді жинайды, жаңағы цаяқты жинайды деген сияқты. Вот так равномерно распределили все задачи. В целом семьи нормально относятся, да, к такому распределению? Или сәл андай болды ма? Ну, ондай нәрсе болады. Иә, болады. Бірақ енді біз ол нәрсе қатты назар аудармаймыз. Өйткені біз енді Америкада тұрып жатқан кезде айналаға қарайсың, барлығы солай. Мысалы, әкелер балаларына қарап жүреді. Көбінесе жаңағы врачқа әкелер алып келеді балаларын. Барлық жерде әкелер активно айналысады. Мысалы, көшеде ойнап жүрген кезде де және де барлығын біледі, иә. Мысалы, қанша болып туылды, қандай вакцинасы бар, несі бар. Бізге де енді біз үлкен адамбыз, біз енді анализировать етеміз ғой, не жақсы, не жаман екенін. Біз әртүрлі семьян, мен неше хост семьям бар, Сиэтлда тұрады, бізге олар өте үлкен үлгі болады десек болады. Сиэтлда океанның жанында, 2 қабатты үйде, өте күшті үйде тұрады. Және де біз олардан қарап көп үлгі аламыз, себебі оларды әр четверг ол свидание. Я айтады, менің where is my boyfriend деп келеді хост мамам, и жаңағы хост папаны алып, біз стажировка барамыз 2019-да, и сол Сиэтлға бардық та, сол кезде ол да шығып, типа кетеді, немесе каждый пятница олар ваннаға түседі виномен, да. Және де өздері назар аударады, пилатеске барады. Біз және де ол нәрсені біз енді көрмегенбіз ғой, өзіміз жаңағыда папа мамамыздың бір свиданиеға барғанын көрмегенбіз, құшақтасқанын көп көрмегенбіз. Және соның бәрін көрген кезде біз ойлаймыз, біз өзімізге осындай будущені хотим. Сол нәрсенің барлығын ойлағаннан кейін біз анализировать етеміз. Бірақ та мен жақ өте қуанышты, что біз екеуміз бірге распределять етеміз. Мен әпкелерім, мамам өте қуанышты, яғни Ердәулет күшті күйеу бала, молодец, барлығына көмектеседі деген сияқты. Мен жақ қатты қуанышты емес. Я, бірақ мен ойлаймын енді барлық отбасылардың барлығы солай болу керек. Өйткені уақыт өте келе оның барлығы жаңағы біліммен, уақытпен келетін нәрсе деп. Біз енді традиционный отбасыдан шықтық деп айтамыз ғой, иә, мысалы, оңтүстік өңірден шыққан отбасыдан шыққан адамдармыз деп. Бірақ та енді уақыт өте келе осы интернет дамығаннан кейін, адамдардың көзі ашыла бастағаннан кейін, барлығы сол нәрсе келе жатыр. Өйткені менің де достарым осында Астанада тұрады, олардың барлығы сондай оңтүстіктің жігіттері, былайша айтқанда. Бірақ барлығы әйелдеріне көмектеседі, балаларына қарайды, ыдыс аяқ жуады деген сияқты сол нәрсемен барлығымен айналысады. Оның барлығы уақыт өте келе өзгеретін нәрсе деп ойлаймын. Ал енді басқа біреу бір нәрсе деп жататын болса, басқаша көзқараспен қарап жататын болса, оған қатты мән беру қажет емес. Ең бастысы біздің жүріп жатқан жолымыз ол дұрыс жол, және болашақта барлығы осы жолға келеді. Окей, понял. Теперь давайте чуть-чуть сменим вектор темы. Давайте перейдем в целом в ниш. Разговор чуть про это проведем. 2-3 недели назад у нас в Астане прошел фандрайзинг-бал. Ваши ощущения, ваши эмоции, ваши мысли. Все прошло классно. Да. Особенно мне понравилось, как мы все пели гимн, ниш, да, «Басталганда жанагасы». И в тот момент я вспомнила все. То есть мне реально хотелось плакать, потому что я реально вспомнила все, то есть как мы там все начинали, как нам все это нравилось, да, своих одноклассников вспомнила, все это вспомнила, и было круто, реально теплый вечер, теплый для души, вдохновляющий вечер и так далее. И потом там мы встретили своих учителей некоторых. Тоже было
как-то символично, да, встретить, мы уже семья, у нас есть своя жизнь, но ты, когда все равно, как ты видишь учителя, ты вспоминаешь себя, школьницей, да, и нам все очень понравилось, и очень много талантливых выпускников у нас, оказывается, есть, вот, песни пели, я была тоже в шоке. То есть мы же привыкли, что в нише люди более academically gifted, да, то есть у них олимпиад, ну, олимпийцы и так далее, олимпиадчики, да, и так далее, но было очень приятно видеть, что у нас есть очень талантливые выпускники. Все было организовано на высшем уровне. Спасибо огромное. Бізде бірінші рет келдік қой, оказывается былтырларда болған да осындай балалар. Біз бірінші рет келдік, өте үлкен, масштаб үлкен, адамдар көп болды. Және жасап жатқан нәрсе жаңағы фандрейзинг жасау, адамдарға грант беру деген сияқты ол өте жақсы нәрсе деп ойлаймын. Өйткені біз енді жақында ғана былайша айтқан кезде қанша болды оқу бітіргенімізге? 10 жыл ғана болған шығар, да, Назарбаев мектебін бітіргенімізге. Енді 10 жылдың ішінде ертең 15-20 жылдан кейін өте көптеген адамдар шығады, және көптеген адамдар қайтадан келіп осы Назарбаев мектептеріне өздерінің үлестерін қосатын болса, дамуына, әрі қарай осы мектепте басқа балалардың оқуына деген сияқты осындай көбірек бола берсе өте жақсы деп ойлаймын. Да, но это же всемирная практика в Гарварде, Ельском университете, у них в Стэнфорде очень огромный эндаумент фонд, и многие инвесторы, они выпускники. У них есть вот это чувство belonging, да, вот alma-mater называют и так далее. И поэтому мы очень поддерживаем вот эту инициативу, и мы надеемся, ну, выпускники НИШ, пока же они молодые, я уверена, через 10 лет у всех будут финансовые возможности, чтобы помочь, give back, и классно, что вы организовываете такие инициативы. Спасибо, что поучаствовали. Сіздердің ойыңызша жалпы НАЭС түлектерінің Қазақстанның болашағында рөлі қандай деп ойлайсыздар? Менің ойымша НАЭС түлектері негізінен былайша айтатын болсақ қарапайым мектеп қой, қарапайым балалар. Иә, өйткені есімде біз басында мектепке түскен кезде 2013 жылы Шымкентте енді ғана ашылды мектеп. Барлық нәрсе жаңа болатын. Адамдардың барлығы вот президентская школа, әлі НИШ деген нәрсе жоқ. И сосын қайтып жатқан кезде таксиге отырасың, таксиде айтатын, мына жерде оқисың ба? Иә, депутаттың балалары оқитын шығар, байдың балалары оқитын шығар дейтін да. Ал шын мәнінде негізі олай емес. Барлығы қарапайым балалар, өз білімімен түскен балалар деп ойлаймын. Және ол Назарбаев мектептері осы білімді осы қарапайым балаларға беретін өте үлкен күш болды. Жалпы осы 2013 жылдан бастап, сол ништің пайда болғаннан бастап. Олардың саны күннен күнге артып жатыр. Ол балалар жақсы университеттерге түсіп жатыр, жақсы білім алып жатыр. Иә, көп Назарбаев мектептерінің түлектері жақсы лауазымды қызметтерде жұмыс жасап жатыр. Енді ойлаймын, болашақта тура жаңағы басқа мектептер сияқты Назарбаев мектептер үлкен бір қоғам болады, яғни үлкен бір сообщество болып, осы Қазақстанның жалпы дамуына үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Өйткені, иә. Жалпы Назарбаев мектептер әлеуметтік лифт болды ғой, үлкен мысалы біздің өзімізге, мен нишқа түспей тұрып, мүлде мен армандарымның шектеуі, вот Қарағандыда медицинский университет бар ғой, сол жақта оқып хирург боламын деген сияқты үлкен арманым бар еді, сабақ жақсы оқисың. Бірақ та мен за пределами Қазақстана ешқашан ойламағанмын. То есть Қазақстаннан басқа елдер бар, шетелде оқуға болады, үлкен алып универлерде оқуға болады, международный аренада басқалармен конкурировать етуге болады деген мүлде ондай ой. Немесе жаңа бір нәрсені создать етуге болады, исследователь болуға болады деген нәрсе жоқ еді да. Осы арманның барлығы НИШ бізге көрсетті, НИШ үлкен армандауды үйретті, НИШ бүкіл ресурсты берді бізге, жаңағы драйвты берді, қанатты берді да, негізі арманды берді. Сондықтан да өте алғысымыз шексіз. Мен мысалға бәрібір де Назарбаев мектебіне өзіміздің біліммен түстік деп енді айтқанымызбен, мен бірақ целом тағдырға өте жаңағы барлығына өте алғысым шексіз. Дәл біз осы 7-ші класс бітіріп жатқан кезде ништің ашылғанына, сол нәрсені біз өзіміз естіп қалғанымызға, сол нәрсеге ерінбей сеніп барып документ тапсырғанымызға, дайындалып түскенімізге өте қатты қуаныштымын. Себебі менің әпкелерім өте білімді адамдар, барлығы жаңағы дәрігерлер, бірақ та олар да айтады, біздің кезімізде осы нәрсе болмады деген сияқты. Және мен өте қуаныштымын, біз өсіп жатқан кезде осы нәрсе болды, және де осы нәрсені біз алғанымыз өте алғысымыз шексіз. Жалпы Назарбаев мектебіне
бұл толықтай өмірімізді 180 градусқа өзгертті. Және де енді қалай болашақта өзгереді десеңіздер, бәрібір де бізге басқаша мышление берді ғой. Әділетті Қазақстан құру, жаңағыдай коррупцияның болмауы, немесе жаңа көзқарасты үйретті, әлемдік деңгейде ойлануды үйретті. Және де осы нәрсенің барлығы жайлап болсын, біртіндеп Қазақстанды жақсы нәрсеге өзгертетініне сенімдіміз. Себебі қазірдің өзінде біздің достарымызды қарасақ, барлығы күшті проекттер жұмыс жасап жатыр. Біреуі Айқанатта жұмыс жасап жатыр, біреуі Білімлендте жұмыс жасап жатыр, біреуі өздерінің жаңа детский центр развития ашып жатыр, біреулер жаңа дәрігер болып жұмыс жасап жатыр. Мысалға мен Ништағыға сыныптастарымның көбісі анестезиолог сияқты мықты дәрігерлер болып, әр салада өте көп еңбек етіп жатыр. Бірақ та ол нәрсенің барлығы әлеуметтік желілерде көрінбейді ғой. Мысалы, көп адам Инстаграмда активно жүргізбейді. Көп негізі путешествовать еткен кезде ғана салып отыратын болмаса. Сондықтан да олардың еңбегі қатты былай көрінбейді да, бірақ та олар өте көп маңызды салаларды жаңағыдай өте үлкен еңбек етіп жүр. Сондықтан да ойлаймын, бір 10 жылда біз уже үлкен эффектін көре аламыз деп. Сізде докторантура қанша жыл? 5 жыл. Тағы примерно 5 жылдай ақшта боласыздар. Иә. Сол ақшта PhD-дан кейін сіздер пландарыңыз қандай? Біз қайтып келгіміз келеді. Қайтып келгіміз келеді, өйткені бұл жақта шыны керек, енді Америкада өмір сүрген жақсы, бірақ та Америкада конкуренция өте көп. Конкуренция көп, және оқуды бітіргеннен кейін жұмыс істеп, ол жаққа жалпы Америкаға сіңіп кету өте қиын. Өйткені қанша дегенмен біз ол жаққа бөтен адамдармыз да, мысалы шетелдік адамбыз, интернешнл студенттер, иммигрант дейді ғой жаңағы. Солай, ал бірақ Қазақстанда жолдар ашық, Қазақстанда мүмкіндіктер көп. Шетелдің ең бастысы барып, оқып, білімді алып, тәжірибе жинап, келіп Қазақстанға алып келіп қолдану керек. Өйткені Қазақстанда өте көп деген салалар бар, бос жатқан. Былайша айтқан кезде көп салаларда игерілмеген салалар. Жаңа нәрсені алып келетін болсаң, жұмыс жасайды, яғни Қазақстан проекттер болсын, бір бизнес болсын, тағы басқа нәрсе болсын, Қазақстанда мүмкіндіктер көп. Сондықтан біз міндетті түрде оқу біткеннен кейін Қазақстанға қайтқымыз келеді, өзімізге елімізге келіп жұмыс жасағымыз келеді. Алайда біз осы ойды айтып жатырмыз, үлкен үмітпен, бізге жақсы мүмкіншіліктер болады деген үмітпен айтып жатырмыз. Себебі енді бәрібір де елді бітіріп, Гарвардта жұмыс істеп, Стэнфордты бітіріп, үлкен біліммен келгеннен кейін хочется, чтобы мүмкіншілік болғаны сол білімінді эффективді түрде қолдануға арналған білімді, яғни көп жаңағыдай жақсы, мысалы, руководящий должность болсын, немесе жақсы бір қатты өзім дербес нәрсе жасай алатындай мүмкіншілік болатын болса, әрине міндетті түрде қайтып келгіміз келеді. Мен тіпті қазір қарап жүремін, мысалға, осы жақта филиалдары бар ғой, ВОЗ-ның филиалдары бар, World Bank-тың филиалдары бар. Мен солардың барлығын примерно қарап жүремін, қандай позициялар бар, олар қандай жұмыс жасайды, зарплатасы қандай, қайда тұрады деген сияқты. Және де министерстводағы да примерно қарап жүремін, қандай позициялар бар, не бар деген сияқты. Себебі біз болашақта өзімізді көреміз, бірақ та достойный мүмкіншілік болғанын да қалаймыз. Сол нәрселерді, мысалға, мен бұрын осы енді қатты патриот болдық қой, мектепті бітірген, универ бітірген кезде мен ойлайтынмын, Қазақстанға келіп 100 мың теңге болсын, 150 мың теңге болсын, мен тоқтамай жұмыс жасаймын деген сияқты. Бірақ та қазір өзің балаларың өскеннен кейін, өзің қанша еңбектеніп білім жинағаннан кейін, хочется, чтобы достойно оценили и твой труд тоже, да. И сондықтан да мен қазір әр кез айтамын, егер жақсы мүмкіндік болса, біз міндетті түрде қайтып келеміз. Бізде ішімізде үлкен, себебі бәрібір де бізде Ништа, Нуда привилегированный болдық қой, привилегия болды, бізде өте үлкен мүмкіншіліктер алдық, және де сол мүмкіншіліктер жоқ адамдарға көмектескіміз келеді, сол білімді жақсы бағытта қолданғымыз келеді. Сондықтан да қайтып келуге әрине біз қуаныштымыз және дайынбыз. Жалпы сіздің мамандығыңыз ол Urban Informatics, да? Urban City Planning and Urban Informatics. Жалпы сіздің мамандығыңыздың Қазақстан үшін маңыздылығы қандай деп ойлайсыз? Бұл мамандық негізінде Қазақстанда өте маңызды. Өйткені Америкадағы жалпы урбанистика, қалаларды дамуы Америкада ол бұрыннан қазіргі кезде қиындап кеткен. Өйткені барлық жер салынып қойған, қалалар жоспарлау қиын, адамдарды ескі үйлерден көшіріп, оның орнына жаңа үй салу мүлде қиын, оған бюрократия өте көп. Ал Қазақстан үшін ол зерттелу керек нәрсе деп ойлаймын. Өйткені Қазақстандағы Астана қаласы енді салынып жатыр, жоспар енді болып жатыр. Жақында осы Алматы қаласының қасында үлкен Алатау Сити қаласында салу жоспарда бар. Яғни енді ғана дамып келе жатқан дамушы елдер үшін өте маңызды. Өйткені тарихи біз
осы Қазақстан жалпы қалалар осы Америка, Европа сияқты үлкен қалалардың жасаған қателіктерін қайталамау керек. Мысалы бірақ та біз қазір көріп жатырмыз, олар қайталап жатқан сияқты. Өйткені көбірек жаңағы көліктерге көбірек акцент бөлу, немесе көшелерін кең етіп салу да, мысалы кең, мысалы Астанада айтады ғой, жоғарыдан картадан қарасаң әдемі көрінеді Астана, ал былайша адамдарға арналмаған қала деп. Өйткені бір-бірімен алшақ орналасқан, жаңағы нелері, үйлері бір-бірінен алшақ орналасқан, жаяу жүргіншілерге қолайсыз деген сияқты. Осы сияқты қателіктерді жасамау үшін мен ойлаймын, осы урбанистика мамандығын толығымен зерттеп, оқып, Қазақстанға алып келіп пайдалану керек деп ойлаймын. Қазір де көптеген қателіктер жасалынып жатыр ғой, мысалға садиктер. Қазір балалар көп садик жетіспейді, және де ЖК-лардың астында садиктерді ашады, бірақ та олардың өздерінің ойнайтын алаңы жоқ. Олар безопасный емес. То есть қаланы жоспарлап жатқан кезде садикқа орын қалдырмаған да. То есть ол өте үлкен қателік қой. Адамның негізі 15 минуттық несінде, айналасында мектеп болу керек, садик болу керек, және бір парк болу керек. Америкада стандарт солай. Сен әр 15 минут сайын сенде садик болу керек, әр 15 минут сайын сен мектеп болу керек. 15 минуттық қала деген концепция бар. Ол концепция бойынша сен тұрып жатқан жерден 15 минут жерде барлық саған қажетті нәрселер болу керек. Сол кезде сен қаланың басқа жеріне барып, ауруханаға немесе мектепке қаланың басқа жеріне бармайсың да. Осы концепция бойынша барлық современный заманауи қаланың барлығы осы концепция бойынша дамып жатыр. Және қазіргі кезде дамыған елдерде көбінесе multi-use дейді ғой, яғни бір ғимаратты әртүрлі мақсатта пайдалану дамып жатыр яғни. Ал бізде мысалы Қазақстанда көбінесе бір жерде үлкен жилой райондар болады, тек қана үйлер, бірінші қабаттарда барлық үйлер, ал бір жерде үлкен торговый центр салып қояды. Торговый центрға барлық адамдар келіп жиналады, шоғырланады сол жерде, сонымен кептеліс болады деген сияқты. Ал Америкада қазіргі дамып жатқан тренд, қазір болып жатқан тренд жаңағы бүкіл ғимараттың бірінші қабатын магазиндерге, жаңағы торговый центрлардың, екінші қабаттарын офисқа, қалған жоғары қабаттарын қарапайым үйлерге. Сонда барлық үлкен торговый центрдің орнына біз осы адамдар тұрып жатқан жерде, кәдімгі адамдар баратын магазиндерді аламыз, офистарды аламыз, жалпы адамның келіп жатқан потогын басқа жаққа бұра аламыз да. Сол кезде қалалар кептеліс те азырақ болады, адамдарға да жүруге ыңғайлы болады деген сияқты. Сонымен қатар бізде жалпы урбан информатикасы қатты дамымаған ғой. Бізде зерттеу жүргізілмейді. Мысалға мен ердәулеттердің істеп жатқан жұмыстарын қарап отырамын да. Олар кәдімгідей зерттейді. Қай райондағы адамдар көп, қай автобусты қолданады. Деген сияқты барлық данный бар да, барлық деректер бар. Неде сендер сызасыңдар ғой JS-пен барлығы. ArcGIS деген софтвер бар. Ол ArcGIS қазірде Астана қаласында да қолданады, үлкен ген планын жасаған кезде. Ал негізінен Америкада өте белсенді қолданады ол нәрсені. Мысалы қаладан көріп отыруға болады. Мысалы біздің камера көп қой бізде. Сол камерадағы барлық ақпаратты тиімді пайдалану керек. Яғни барлық ақпарат қанша адам келіп жатыр, қанша адам кетіп жатыр, қандай жағдай болып жатыр деген сияқты. Жалпы осы қаланың өміріне дұрыс мақсатта пайдалану керек. Ал бізде камераны көбінесе жаңағыдай айыппұл салғанға немесе тағы басқа нәрселерге пайдаланады, өкінішке орай. Бірақ та сондай тиімді жағымен пайдаланып қаланың өмірін, жалпы адамдардың өмірін барынша жақсартуға болады. Бұл туралы ұзақ айта беруге болады, қандай түрлер бар, қандай не жасауға болады деген сияқты. Бірақ мен ойлаймын, Қазақстанда жақсы нәрселер жасалады. Осындай бір мысленный эксперимент жасайық. Мысалы, бір айға сізге, мысалы, Астана қаласының әкімі лауазымын берсе, қандай өзгерістер жасар едіңіз? Бір 2-3 өзгеріс болса. Астана қаласының негізінен соңғы жасалып жатқан нәрселер ол жақсы Астанада. Мысалға айтатын болсақ, ЛРТ салынып жатыр, ЛРТ бітетін болса, қаладағы кептелістер де азаяды, адамдар көбірек сол ЛРТ-ні пайдалану керек, ыңғайлы болу керек. Ең басты жасайтын нәрсе ол адамдарға серуендеуге қажетті жерлерді көбейту керек. Мысалға айтатын болсақ, бізде ботаникалық саябақ бар, үлкен саябақ, бірақ та мен кейде жаңалықтардан көріп жатам, ботаникалық саябақтың ортасынан бір ғимараттар тұрғызып, бір спорт комплекстар, немесе жаңағыдай тренажерный залдар салынып жатқанын, тағы да басқа нәрселер болып жатқандығын байқаймын. Және де мысалы үйлер бос жатқан жерді бір компания келіп алып бастап сала береді үйді да, мысалы. Содан кейін басқа бір қасындағы үйдің обзорын жауып қояды, видін жауып қояды. Жалпы сол жерде көп кептеліс көп болып кетеді, адамдар көп шоғырланып кетеді деген сияқты. Хан шатырдың арқасында өте көп үйлер бар ғой. Мысалы бір жерге өте көп үйлерді шоғырландырып, көп үйлер салып тастады. Мен ойлаймын, Астана қаласында жалпы енді дамып келе жатқан қала, жаңа бізде аудандары бар. Сол жаңа аудандарда осы жасыл зона,
адамдар тұратын зона, индустриалды зона дейді. Осы зонаны нақты бөліп, одан кейін болашақта ол зонаға қандай да бір өзгеріс жасауға рұқсат бермеу керек. Мысалы бізде қанша қабат болса, мысалы компанияның, жеке құрылыс компаниясының қалауынша өзінің қаржылық есептеуі бойынша қабаттарды көтеріп тағы да басқа нәрсе қылып сала береді да. Ал осы нәрсеге де мен ойлаймын үлкен жаңағыдай регуляция керек. Өйткені қабат көп болғандығы, мүмкін көп адам шоғырланғандығы жақсы, бірақ та қабат көп болған сайын ол жерге адам саны да көп болады. Сондықтан барынша төмен қабатты үйлерді салуға тырысу керек. Аудандарда жасыл зоналарды көбейту керек, адамдарға серуендейтін, балаларын ойнататын жерлерді көбейту керек. Және де ең бастысы көлікке емес, қоғамдық көліктерді жақсырақ дамыту керек. Соған жағдай жасау керек деп ойлаймын. Иә, негізінен мысалға автобустың жолдары бар, және де машина жолдары бар ғой. Негізі машина жолдарын азайтатын болса, пробка болады, бірақ та сондай инцентиваны қолданбаса, адамдар көліктерді азайту қиын да. Мысалға Алматыда да қазір пробка болады деп мен естідім. Бір ана Бесентайм ол жақта ма жасыл жерді алып тастап, жолды кеңейтіп жатыр екен да. Наоборот, ол дұрыс емес та. Негізінен машина азайту керек, машина кіргізуге штраф қою керек та. Адамдарды негізі форс ету керек қой, көбірек қоғамдық көліктерді қолдануға да. Себебі барлығына әрине машина ыңғайлы, бірақ та біз қаланың ауасын ойлауымыз керек, қаланың тез баруын ойлауымыз керек. Сондықтан да жаңағыдай метроның несін көбейтіп, лучше автобустарды жақсырақ істеп, автобустарды обновить етіп та, немесе сол жақтағы төлемді жақсы жасайтын қылып, негізі көбінесе сол жаққа көңіл бөлу керек. Немесе нелер бөлек жолдар салу керек, велосипедный дороги да нужны. Мынандай нәрсе бар ғой, мысалы көп жолақ бар, мысалы 4 жолақ тұр, көлік жүретін. Ол жерде кептеліс болып жататын болса, 5-ші жолақты жаңадан салған, ол кептелістің азаюына мүлдем көмектеспейді. Көбірек машина шақырады оны бар. Ол керісінше көбірек машина сол жермен жүреді, керісінше кептеліс көбейтеді. Ол жаңағыдай не дейді, индустрия деманд дейді ма, сондай бір нәрсе бар. Яғни ол концепция. Бірақ та Қазақстанда менің ойымша адамдар ойлайтын сияқты, көп жолақ салған сайын кептеліс азаяды, машиналар көп жүреді деген сияқты. Ол шын мәнінде олай емес. Оның шешім жолдары негізі басқаша болу керек. Бізде дәл сол айтқанда жаңа бұрынғы қателіктерді қайталап жатқан сияқты Қазақстанда. Нидерланды, Исландия сияқты елдерде барлығы велосипед қолданады ғой. Сол нәрсені кішкене бізге дамыту керек. Денсаулыққа да пайдалы, ауаның ластануына да оны да әсер етеді. Және жаңағы жасыл зоналар деп тұр, мен денсаулық сақтау саласы өзім саламына да всегда қараймын да. Ол ментально жақсы ғой, негізі адамдардың жүретін жері болғаны, адамдардың тыныс алатын жері. Себебі ол тіпті жасыл аумақтар ол көзді де успокаивать етеді да. Және де ол нәрселер бізге өте қажет. Ал үй болып тұрған кезде адам өздері давление сезеді. Мысалға Нью-Йорктың өзінде қандай здания көп, бірақ парк те көп қой. Әр жүрсең парк жүре көбейе берді. Мысалы дәл осы сұрақты сізге қойсақ енді, денсаулық сақтау саласында қандай өзгерістер енгізер едіңіз? Ой, өте көп, себебі мысалға менен көп адамдар сұрайды, Америкадағы система жақсы ма, Қазақстандағы система жақсы ма деген сияқты. Бірақ та система әртүрлі да. Мысалға ер адам жақсы ма, әйел адам жақсы ма деп салыстыра алмайсың ғой. То есть в целом либо немесе басқа нәрсені, мысалы әр жануарды панда жақсы ма, жираф жақсы ма деген сияқты сөз да ол. Сондықтан да мен барлығын айтамын, ондай емес. Әр системаның өзінің жақсы жақтары бар, өзінің осал тұстары бар. Себебі Америкада, яғни өте частный больницалар көбейіп кеткен, барлығы коммерциализация, страховка, бюрократия өте жоғары. Сен бір больницаға барсаң, ол саған страховкаға береді, ол басқа жерге жібереді, бюрократия өте жоғары. Және де адамдар қорқып қалған, сотқа беріп жібереді да, егер врачебная халатность деген өте қатты, ол сотта өте үлкен тема. Сондықтан да кейбір дәрігерлер қорыққаннан көп антибиотик назначить ету мүмкін, немесе көп дәрілер назначить беру мүмкін да, ал ол адамдарға керек болмауы мүмкін, жай ғана на всякий случай деп емдей беру мүмкін да. Немесе кей жерде мүлде олай емес, оны азайту үшін ауырып жатса да массаж, кітап оқу деген сияқты нәрсе. То есть әртүрлі өзінің именно primary care-да Америкада мәселелер көп, бірақ та оларда өте күшті медицина жаңағы дамығанда, өте сирек кездесетін аурулардың барлығын жазуға болады. Рактың қандай несінде болса да, немесе әртүрлі жаңағыдай сирек кездесетін ауруларды өздері толықтай жабалады. Мысалға оларда страховая система, егер low income family, қалай болады, социально уязвимая группаға кіретін болса,
табысы қандай да бір деңгейден Иә. төмен болатын болса, оларға тегін медициналық сақтандыру береді. Иә, және де ол тегін медициналық сақтандырумен қандай ауру болса да мемлекет сені жауып, сен ол арқылы тегін емдене аласың. Ал бірақ та бізде Қазақстанда көп жаңағыдай ақша жинау бар ғой, мысалға донейшн беріңіздер, там қызымды ана жақта емдеткім келеді, там мамамыз андай ауырып жатыр деген кезде Америкада ол нәрсе өзі ішінен шешіле береді, сондай нәрседен. Ал бізде Қазақстанда өзінің жақсы тұстары бар. Яғни бізде скорая помощьға барған кезде уайымдамайсың да, қандай счет келеді, не келеді деген сияқты. То есть әр системаның өзінің оң жақтары бар және осал тұстары бар. Ал егер дәл Қазақстанда қалай өзгеріс енгізесің дейтін болса, енді біріншіден мен көп нәрсені біле бермеймін, себебі дәл медицинада Қазақстанда мен жұмыс істеп көрмедім. Мен сырттай көзқараспен айтатын болсам, ең біріншіден бізде дәрігерлерге көп күш салынады. Мысалға бізде дәрігерлер олар диагнозын да қою керек, олар консультировать ету керек, бәрін өздері жазу керек, оларға жауап беру керек. Дәрігерлердің WhatsApp-ына жазады. Дәрігерлерге өте көп выгорание болады да. Ал негізінен Америкада мүлде олай емес. Яғни мен өзім қанша рет дәрігерге бардым ғой. Иә, көз дәрігеріне бар, окулистқа баратын болсам, барған кезде медсестра менің көзімді тексереді, барлығын жаңағы неге суретке түсіреді, менің қандай жауаптарым бар, менің историям, қандай кезде қандай очки алдым, барлығын жазып алады да. Ал дәрігерге қандай сұрақтарыңыз бар дейді, менің сұрақтарым бар, күтемін. Дәрігер келеді, айтады, міне сіздің рецептіңіз, сіз очки обновить етсеңіз, очки жаңартсаңыз болады. Сіздің көзіңіз барлығы жақсы, мынандай нәрсе жоқ, сұрақ бар ма? Жоқ, кетіп қалды. Мен дәрігермен 3 минут сөйлесемін. Болды, бітті. Ал дәрігерлердің уақытын, енді мен көзім қатты ауырмайды, мен тек әшейін сұрауға келдім ғой да. Ал көздері қатты ауыратын, өте ауыр аурулар бар адамдарға дәрігер көбірек уақыт жұмсайды. То есть дәрігердің күшін эффективті түрде қолданады. Ал бізде мүлде олай емес, бізде барлығымен дәрігерлер жауап береді. Сондықтан да менің енді семьямда да көп дәрігерлер бар да, сондықтан сұраған кезде көп выгорание болады, шаршайды. Ең біріншіден сол нәрсені кішкене реттеу керек. Сағаты кім неге жауап береді, бірінші келген кезде кім қалай жауап беру керек деген эффективностін арттыру керек. Екіншіден, бізде көп деректер жоқ біздің системада. Негізі оны барлығын анализировать ету керек. Қай услугаға қанша адам келіп жатыр, қанша адам қолданып жатыр. ОСМС деген бізде страховой нес бар, бірақ та оны қалай қолданып жатқан, кім қолданып жатқан көп адам білмейді да. Мысалға әр больницаға квота сияқты, квота емес, енді береді, мысалы мынандай, соны игеру керек, игерілмесе сен оған отчет бересің, неге игерілмей қалды деген сияқты. Мен өзім де Шымкенттегі бір-екі больницаға барсам айтады, бізде жай неде қойып қоямыз, онлайн уақыт қойып қоямыз жаңағыдай келуге, бірақ та ол кезде адам болмауы мүмкін, келе беріңіз деген сияқты. Мысалы өте көп деген дұрыс емес нәрселер бар да, соны барлығын анализировать ету керек. В целом evidence-based решениялар қабылдау керек та. Қай жаққа қандай сұраныс бар, соны барлығын зерттеп, солдан отталкиваться етіп, жаңа нәрселер жасау керек. Окей, рахмет. Енді ақырындап Адель өсіп баратыр. Осы жылы 3-ке толды, қателеспесем. Құтты болсын туған күні. Жалпы ол сәл өскен соң қандай секцияларға берер едіңіз? Мысалы, дебатқа бересіз ба, әлде наоборот сабаққа көңіл көп бересіз ба? Қалай ойлайсыздар? Негізінде Адельдің сабақ оқығандығы, біз өзімізде сабақ оқығаннан кейін сабақ оқыса жақсы дейміз. Бірақ та шыны керек, енді Адель сабақ туралы басқа нәрсе ойламай, балалық кезінде ойнап, ойындармен ойнап, барынша қатты қинамауға тырысамыз. Өйткені кішкентай кезде білеміз ғой, мысалы сабақ оқу, баға алу керек, бізден 5 алу керек, 4 алсаң жылайсың, 5 алу керек деген сияқты андай перфекционизм, ол психологиялық түрде кішкентай балаға қатты әсер етеді. Қысым, ол үлкен қысым. Сондықтан да мысалы Америкада басқапқы уақыттарда жаңағы оқуға қатты көңіл бөлмейді. Кішкене ғана бір нәрсе жасаса, вау, good job деп жаңағыдай мақтап, сондай нәрселер айналысады да. Өйткені жас кезінде бала деген ойнау керек, сол нәрсеге көбірек акцент бөлу керек деп ойлаймын. Иә, біз қазір көрсетпейміз, жаңағы телевизор, YouTube деген сияқты көрсете, өте анда-санда бір көреді, былайша көрсетпейміз. Барынша лимиттеуге тырысамыз, көбірек уақытын далада өткізсін, жаңағы площадкада өткізсін, себебі бала секіру керек, жүгіру керек, энергиясын құрту керек. Бала сол арқылы өседі ғой негізі. Сол үшін де көп ойнатуға жібереміз. Америкада 1,5 жастан бастап садикке барады. Садикте де еш нәрсе көрсетпейді, оларды тек далада ойнатады, сурет салдыртады, пианино өздері береді, өлең айтып бізге жібереді, там өлең айтқызады, там орысша садикке барады да, себебі сол жақта тамақтандыру жақсырақ болды. Және де маған жүреді, мамочка милая, мама моя деп өлең айтып тұрады, сол нәрселерді
біз ойлаймыз солай жалғастыра береміз, әртүрлі нәрсеге береміз, қызығушылық өзіне қазір сурет салған ұнайды. Көп активность тұратын болса, мен байқаймын, всегда бір ана сурет бояуға, краска бергенбіз, сол краскамен бояуға көбірек өзіне ұнайды, сол ұнайтын нәрселерін жасап солай жүре береміз. Қазір кітап оқытамыз, кішкентай кезінен біз бір айдан бастап біз оған алдына кітап бергенбіз. Ол өзі түнде келіп біз енді шаршап келеміз, сол кезде қатты айқайлап, мама, кітап оқимыз, кітап деп қасымызға келеді жүгіріп. Солай уже ода дағды бар, кітап оқу керек, кітап деген пайдалы деген сияқты. Сондай пайдалы дағдыларды енгізуге тырысамыз. Қазір бізден кітап көп, 101 нәрсе кітабы бар, әртүрлі еще соны көрсеткен. Оның барлығын көшкен кезде коробкаға салып жібердік. Иә, Бізде 2 коробка кітап болды. иә, Калифорнияға кеткен кезде. Иә. Қимадық оны ешқайда тастауға. Өйткені кішкентай кезінен бастап оқып жатқан кітаптары жаңағы білет, әлі біздің де есімізде да оны оқыған. Барлығы естелік қой. Сондықтан барлығын алып біз Калифорнияға жібердік. Сол жақта тұр, ертең барғаннан кейін. Өзіміздің қанша затымыз қалдырып кетті, блокноттарымыз қалдырып кетті, бірақ Адельдің кітаптарын барлықтарын жібердік Калифорнияға. Сол қатты қысым көрсетпейміз, оқытамыз, және де ең бастысы мен ойлаймын, балада жаңағыдай еркіндік беру керек, өзін жақсы көретінін, біз оны жақсы көретінімізді сезіну керек. Сондықтан да көп айтамыз біз, Адель, мен сені қатты жақсы көремін. Ол да бізге келеді, мама, мен сізді қатты жақсы көремін деп айтады. Сол нәрселер, және де оның көзінше біз таласамыз Адельге, Адель менікі деп, өзін керек сезінсін деген сияқты. Және де бір нәрсе болса болды, қандай Адель ақылды деп өзі де келіп айтады, мама, қарсы, мен сен Адель ақылды ғой деп өзі айтады да. Сондай нәрсені жаңағыдай самоценность деген нәрсені, ол нәрсе намного маңыздырақ неге қарағанда, оқуға қарағанда да, өзінің самооценка емес, именно самоценностьтің жоғары болуы, басқа адамдардың ойының болмауы да. Мысалға кей кезде маған да келіп айтады, садикте енді барады ғой, маған Никита айтты, сенің шашың ұнамайды деп дейді да. Мен айтамын, сен неден десем, маған өзіме ұнайды дедім дейді да. Сол кезде мен өте қатты қуанамын, что басқа адамның ойы, пікірі емес, өзінікі маңызды. Және де бізге Қазақстанға келген кезде айтады ғой, Адель, сен шулама, сен жаман қыз болып кетесің, жақсы қыздар олай істемейді, жақсы қыздар былай істейді деп айта берді. Bir кезде тұрып, мен жақсы қыз емеспін, мен жаман қыз боламын, мен өзім істеймін дейді. Бәрі шок болып қалғандай, сондай маған өйтіп өздерін навязывать етпеңдер деген сияқты қылып айтады да. Және де біз одан сұрап жасаймыз бүкіл нәрсені. Үйде мен мама бетін жуып жатса, апа менен сұрамады ғой, мені бетімді жусам бұл, мен дайын емес едім ғой деп өзі жүреді. Және де қызығушылығын оятуға тырысамыз. Мен көп сұрақтар қоя беремін. Адель, мына жаңбыр қайдан жауып жатыр? Адель, мына гүл не? Мынаның несі цветі қандай? Мына адамдар қайда бара жатыр? Және де бізде Айкан деген кітап бар. Өте көп әртүрлі ситуациялар көрсетілген да. Кейін ссылкасын бере аламын. Сол кітап негізі өте қатты curiosity оятуға көмектеседі. Сол кітапта үй тұрады, үйдің әр қабатын терезесінен адамдар көрінеді да. Мен соны сұраймын, мына адамдар не істеп жатыр? Мынау не істеп жатыр? Адель айтады, мына адамдар ойнап жатыр, мына бөпе мынаны сұрап жатыр, мамасы бермей жатыр. Себебі мынау зиян ғой, мүмкін бұл чипсы шығар деген сияқты логикасын дамытады да. Және де өте көп сұрақтарды соны сұрай беру керек. Мынау не істеп жатыр? Ол өте маңызды. Солай жалпы өсіріп жатырмыз. Артық ештеңе жоқ. Академиялық жетістіктерге қарағанда эмоционалды жаңағыдай жетістіктер жақсы деп ойлаймын. Өйткені біз білеміз, байқаймыз ғой, бізде нешта өте академияға қатты көңіл бөлді ғой. Мысалы бізде есімде кешке дейін, 6-ға дейін жібермей қойған, анау результаттары нашар болып кеткен кезде емтихандардың. Сол кезде академия қатты көңіл бөлді. Ол жаңағыдай мен айтқандай қатты әсер етеді. Бірақ та біз білеміз, өмірде жетістікке жеткен адамдардың барлығы ол академиялық білімнің арқасында емес. Ол адамның өзіне байланысты. Жаңағы академиялық жағынан білім мүмкін төмен шығар, мүмкін ағылшын тілін онша білмеуі мүмкін, немесе математикасы нашар болуы мүмкін. Бірақ та адамның жаңағы эмоциональный интеллекті қатты рөл ойнайды. Адам жетістікке жету үшін, өмір сүру үшін. Сондықтан да соған көбірек көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Бізде кішкене екі түрлі воспитание деп бар. Ердәулет көбінесе солай айтады, ойнасын, жүр, мен далаға шығып ойнатып келем, далаға да жүрсін, жібер. Көп мысалы туысқандарымыз балалар болса, балалармен ойнасын, сөйлесіп үйренсін, ойыншыққа таласып үйренсін, немесе олай істемейміз, эмоционально бақытты қыз болып өссін, ешнәрсені ойламасын деп айтады. Мен кішкене дәрі тайгер парентинг мен ойлаймын, бәрібір де енді
иә келісемін барлығымен, но мен мектепке барған кезде оны мен жақсы мұғалімге беруім керек, қосымша сабақтарға беруім керек деп ойлаймын да. Енді бәрібір де біз ценностін түсіндіруіміз керек қой, білімнің барлығын. Соны мен солай істеймін десең, Ердәулет көбінесе жаңағыдай айтады, жоқ мен қызым ондай болмас. Бірақ негізі осындай әртүрлі подходтар ұштасқан кезде сәтті болады деп ойлаймын. Иә. Потому что как бы и хороший, и сәл требовательность та болады. Адель үш тілде сөйлейді да бізде. Үш тілде сөйлейді, иә. Қазақша, орысша, ағылшынша. Иә, негізі таза қазақша сөйлейді, үйде қазақша сөйлейді, қазақша еркін сөйлейді. Біз қазақша өзіміз сөйлегеннен кейін де қазақша сөйлеттік, бірақ та үлкен ол себеп те болды оның арқасында. Біздің туған туысқандарымыз барлық Шымкентте қазақша сөйлейді. Біз оның Шымкентке келіп өзін бір бөлек түсінбейтіндей болғанын қаламадық та. Тек қана қазақша үйреттік, себебі ол бәрібір де адамда идентичность болу керек. Біз Америкаға көшсек те, сол жақта ұзақ тұрсақ та, бәрібір де біз толыққанды американдық болмаймыз. Себебі бізге келіп барлық сұрайды, сен қайдансың, сен қай елденсің, Қазақстан қандай ел деп сұрайды да. Сол кезде адамның ішінде жауап болу керек. Мен мынандай ұлттанмын, менің ата бабам мынандай болған, мен мынандаймын деген сияқты өзінің маңыздылығын сезіне білу керек та. Ал мен ешқашан да сенбеймін, егер ол қазақша сөйлей алмаса, бір Абайдың кітаптарын, мысалы екеуміз әдебиетті өте қатты жақсы көреміз, өлеңдер оқығанды, Ердәулет өлең жазған, көп журналдарға шыққан өлеңдері. Сондай нәрселерді оқыған кезде біз сияқты шабыттанып, мен жастарға сенемін деген нәрселерді оқыған кезде оның да бір шабыттан бізді толықтай түсініп, өзін бір қазақ болып сезінгенін қалаймыз. Сондықтан да біз қазақ тілін оқытамыз, әнұран жатқа біледі, қазақша ертегілерді біледі. Біз Қазақстаннан кеткен кезде ертегілерді алып кетеміз. Жаңағы жақында ғана кіммен кездестік қой, Санжар Керімбаймен және де Ердос қасындағы кісілердің де кітаптарын алып кетіп оқытамыз деп жатық. То есть бізге ол маңызды, чтобы Адельден сен кімсің деген кезде оның миында нақты жауап болу керек. Жай ғана мен көшіп келгенмін, мен не істегенмін емес, нақты мен қазақпын, бірақ Америкада туып өстім, тұрдым деген жақсы. Өйткені Америкада жүрген кезде біз көреміз ғой, мысалы алда 5 жыл сонда Америкада болатын болса, ұмытып кету өте оңай. Өйткені достарың ағылшынша сөйлейді, достарың да әр жерден болады, мектепте ағылшынша болады, көршілер ағылшынша болады деген сияқты. Ата-анасы бір тілде сөйлейді, бірақ ата-анасының сөйлейтін тілінде сөйлей алмайтын балалар өте көп. Мысалы мектепке барып ағылшынша үйреніп алады, сосын ағылшын тілімен сөйлескеннен кейін Қазақстанға келіп қазақ тілін қайтадан үйрену өте қиын болады. Сондықтан да мен ойлаймын, бірінші осы қазақ тілінен бастап, одан кейін басқа тілдерді үйрене беруге болады. Ал орыс тілін үйрету деген бізде негізі мақсат болған жоқ. Жай ғана біз садиктерді, балабақшалар таңдап жатқан кезде, американдық балабақшаға барған кезде тамақтандыру өте нашар болды. Chicken nuggets, пицца, mac and cheese. Себебі қауіпсіздік мәселесі бойынша оларда іште асы кухня болуға болмайды. Себебі олар дайын нәрселерді береді да, сок береді. Ал мен жаңағы русский садикке барған кезде олар бульон береміз деді, суп береміз, котлета береміз, біздегі тамақтар, кашалар береміз деді. Ал Адель 1,5 жаста болды ғой. Ал питание өте қатты маңызды болды. Сол жаққа бердік. Ал ол жақта ол тілі орысша шықты. Және де біз оны орыс тілін үйде қолданбадық, олар ол жақта қазақ тілін қолданбады. Өзі 3 ай қиналды, бірақ бір кезде үйге келіп айтатындығын, горшакта отыратын болса, мен үйде болсам, мама болдым деп айтам, садикте болсам, я все деп айтам деп. Или айтады, мама садик сияқты сөйлейікші деп, я хочу яблоко деп солай істейді. Ол садиктің тілі деп ойлайтын. Қазір уже түсінді, ол әртүрлі тіл, басқалар да сөйлей беретін тіл деген сияқты. Бірақ та орысша сөйлейміз десең, ол орысша сөйлейді, қазақша сөйлейді. Ағылшынша толыққанды сөйлемейді, бірақ түсінеді. Себебі бізде бәрібір де площадкада ол ағылшын балалармен ойнайды. Там give me no water, там don't take it, wait for me деген сияқты сөздерді сәл солай жаттап алған да. Сол сөздерді үйге келіп мами деп қайталап келеді. Біз оған үйретпедік, алайда жаңағы кейде ағылшынша мультфильмдер көреді, кейде сол арқылы үйреніп жатыр. Ағылшынша балалармен сөйлеседі, солай үйреніп алады. Жалпы бірнеше жылдан кейін Адельді Нишқа берер ме едіңіз? Әрине. Мен пайызды шығар, бірақ та Қазақстандағы тек Ништы ғана мойындаймын деп. Себебі бәрібір де бізде Астана Гарден Скул бар, там Спектрум, білем ғой, өте көп жеке мектептер көп. Нұрорда, мен олардың барлығын бағалаймын, барлығын құрметтеймін, бірақ та мен үшін маңызды өте селективность жоғары болған. Бәрібір де ойлаймын, Ништа селективность жоғары, чем жаңағы мектептерге қарағанда, бәрібір де ол мектептер ақылы болғандықтан, олар да селективті түрде алады.
болады, бірақ та нешта селективность жоғарырақ. Сондықтан да селективность жоғары болған сайын адамдардың армандары асқақ болады, қабілеттері жоғары болады, орта мықтырақ болады, білімі де жақсырақ болады. Сондықтан да маған осы нәрсе маңызды, және нешқа ойланбастан берер едім. Жалпы Адель өмірінің басым бөлігін ақш-та өткізіп жатыр. Иә. Қазақстанға келген кезде оның сезімдері қандай болады, не айтады, не сөйлейді? Енді ол енді үште ғой. Қазір осы жылы ғана Қазақстан деген бөлек, Америка деген бөлек, самолетпен ұшасың деген нәрсе енді пайда болып жатыр. Ол да жаңағы ойда. Себебі үйде айтады ғой, мама, мен динозаврым қайда дейді. Ой, Америкадағы үйде қалып кетті ғой деп, солай өзінің миында енді құрастырып жатыр. Сондықтан да қатты ой болмайды, бірақ ол үшін Қазақстан деген оның ата-апасының үйі. Мысалы бізде болатын еді, кішкентай кезімізде ауылға барамыз, ауылда ата-әжеге барамыз, өзіміз қалада тұрамыз. Тура сол сияқты ода да біз Америкада тұрамыз, бірақ ата-әжесіне жазда келіп тұрамыз Қазақстан, сондай ғана ой. Окей, рахмет. Онда ақырындап біздің подкастымыз соңына жылжайық. Қазір өздеріңіздің камераларыңызға сәл тілек айтсаңыздар, түлектерге, оқушыларға, жалпы аудиторияға. Құрметті бізді көріп жатқан жастар, бізді көріп жатқан Назарбаев мектептерінің түлектері, басқа мектептердің студенттері, жалпы мен айтқым келетіні, өмірде мүмкіндіктер өте көп. Ең бастысы сол мүмкіндіктерге көре білу керек, біле білу керек, сол мүмкіндіктерге бара білу керек. Біздер жас кезде Назарбаев мектебін оқып жатқан кезде біз әлемнің оншалықты кең екендігін білген жоқпыз. Бірақ та өсе келе түсіндік, что біздің қолымыздан келетін нәрсе біз ойлағаннан да үлкен. Яғни біздің алдымызға қойған мақсат үлкен болу керек, және сол мақсатқа жету үшін кез келген нәрседен қорықпауымыз керек. Сіздерге тек қана жақсылық тілеймін, оқуларыңызда жақсылық тілеймін, және де қорықпаңыздар, және біз жаспыз, біз барлығын білеміз, барлығы біздің қолымыздан келеді, ең бастысы әрекет етуіміз керек. Әжел, кешегі форумдағы ойыңызды айта аласыз ба? A, B, C точкалары өте күшті болды, соны оқырмандар да естісін деп ойлап отырмын. Жалпы полностью предысториясымен бірге. Осымен бітірейікші. Жарайды. Негізінен ол нәрсе неден басталды? Мен Стэнфордқа интервьюға бардым. Найт Хеннесси деген сколаршипті ұттық. Ол 350 миллион теңгеге жуық ақша беріледі. Ол жерде Стэнфордтағы 5 жылдық оқуынды толықтай жабады. Ай сайын $6000 жуық стипендия беріледі. Зерттеу жұмыстарында, сонымен қатар жылына 3 рет ретриттарға жібереді, әртүрлі елдерге жібереді, толықтай қолдайды. Және де ол стипендия енді ең престижный, ең конкурентный стипендия болғандықтан, ол жаққа енді бүкіл әлемнен адамдар тапсырады. Соған ең соңғы тур бізде индивидуальный интервью болды. И сол кезде бізге Стэнфордқа біз бардық. Сол кезде мен қатты қорықтым, себебі мен ондай адамдарды күтпедім. Интервью барған кезде бізде алғашқыда бәрімізде ужин болды. Адамдармен танысам, айтады, мен НАСАда 3 жыл болды жұмыс істеп жатырмын. Біреу айтады, мен National Geographic'ста мен 2 жыл бойы жұмыс жасап жатырмын. Біреу айтады, мен стартапым бар, инновационный, біз қазір адамдардың көздеріндегі бүкіл ауруларын анықтайтын стартапымыз бар дейді. Бір кісі айтады, мен Африкада 128 мектеп аштым. 128 мектеп деген қандай? Ол жай ғана мектеп емес, ол social emotional learning деген шыққан ғой, қазір әр адамға адаптировать етілетін. Мектепті ашқан, и соның барлығын естідім, мен өте қатты қорқып кеттім. Қолым дірілдеп кетті да, мен мүлде шансым жоқ деп ойладым. Ал ол кезде мен уже PhD-ға, докторантураға түсіп қойғанмын, тек стипендияға жарыс болып жатты да. Мен өзім профессорларыма барып айттым. Олар айтты, неге сен сонша қорқып тұрсың, қолың дірілдеп жатыр, неге қорқып жатыр? Мен айттым, мен қатты қорқып жатырмын, мына жақта NASA-ның зерттеушілері бар, жаңағы күшті стартаперлер бар, қандай мектептің директорлары, основательдары бар, мен кіммін, мен вообще не істеп жүрмін бұл жерде, мен өтпейтін сияқты, мен ұта алмайтын сияқтымын деп айттым. Сол кезде профессор тұрып қарап тұрды да айтты, приемная комиссия ол тек қана сенің қазіргі точка Б-ңды ғана ассесс етпейді, бағаламайды, я. Олар қарайды, сенің точка А-ң қайда болды, сен қай жақтан бастадың, и точка А мен Б-ның ортасына қандай жол жүріп өттің, соған қарайды, себебі осы сенің точка С-ң қақта болатын туралы көбірек ақпарат береді. Көп адамдар мына жерде бастап, например, Стэнфордта туылып, Стэнфордта қазір докторантураға түсіп бір күшті исследование жасауы мүмкін, и олардың болашағы мына жерде болуы мүмкін деді да. Алып сен мына жақтан бастап, сен мына жаққа жететін болсаң, сенен потенциалың көбірек деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да сен уайымдама деп айтты. Әрі қарай жалғастырды. Сен өзің кішкентай, мысалы Қазіртта туылдым ғой, мен микрорайон Қазіртта, Шымкентте. Ол жақтан қанша адам қазір Гарвардта жұмыс істеп, елді бітірді. Мен айттым, мүмкін ешкім шығар, ешкім олай жасамаған шығар, мен білмеймін деп. Көрдің ба сен өзіңнің валюыңды, сен сондай жерден, саған ол мүлде норма болмады.
саған типа was it easy to become the person whom you were never taught to be деп айтты да. Вот трудно ли было стать тем человеком, кем тебя никогда не учили быть. Реально мен сол кезде ойланып қалдым, кейбір мен бірге докторантураға оқуға түскен қыз, ол Стэнфорд, ата анасы Стэнфордтың профессорлары екен да. Мен оның еңбегін бағаламай жатқан жоқпын, бірақ та ойланып қарасам 5 жасында, енді Адель сияқты ғой, Гарвардта жүр қазір, Стэнфордта жүрді. 5 жасында ода Стэнфордта оқимын деген ой кәдімгідей сенім болды да. Ал мен 5 жасымда ауылда құм жеп еш нәрсе болмай сондай нәрседе жүріп, және де әр ұйқысыз тұрған түндер, 5-те таңертең 5-те тұрып оянған түндер, әрдайым өзіне сенбеген кезде, әрдайым қорыққан кезде, өз-өзіңді не істеп, қанша жылап болсын солай еңбекке ұсынған кезде, сол кезде мен бірінші рет өзімнің жүрген жолымды бағаладым. Мен бірінші рет өз-өзіме алғысым шексіз болды. Мен тіпті жылап қалдым, себебі өзімнің жолымды расында да бағалай бастадым. Кішкентай Әселге расында да өте алғысым шексіз болды да, осылай жүріп келе жатқаныма. Сол кезде сол профессор айтты, сондықтан да қорықпа, просто мен олар енді мен докторантураға алды ғой, мен докторант алған кезде мен саған таң қалдым. Сондай кішкентай жерден шығып ешқандай мүмкіншілігім болмаса да келіп қандай үлкен зерттеулер жасап жатсың, қандай үлкен армандарың бар, қандай үлкен білімің бар, қандай үлкен трудолюбиең бар, қандай үлкен проекттерің бар. Сондықтан да біз сені ойланбай алдық, олар да сені ойланбай алады, сен деп айтты да. Сол кезде мен расында да сөйлескенім қандай жақсы болған, осындай сенімен интервьюға кірдім да, өзімді еркін ұстадым, өзімнің барлық нәрселерімді айттым және де ұттым деп. Сондықтан да сіздерге де айтатыным, приемная комиссия бір жерге тапсырып жатқан кезде ол сіздердің тек қана қазіргі нүктелеріңізді салыстырмайды. Мысалы Қытайдағы студенттер, Англиядағы студенттермен өз-өздеріңізді салыстырмаңыздар. Олар әрдайым қарайды, сіздер қайдан бастадыңыздар, қаншақты қиын болды, бұл жолды қалай жүріп өттіңіздер. Сондықтан да қазіргі сіздердің стартинг пойнттарыңыз сіздердің будущеларыңызды анықтамасын. Сіздер you are not behind, you are just on your way. Поэтому тек қана алға жылжи беріңіздер. Және де мен барлығына айтатын бір сөзім бар. No one knows your potential. Ешкім сіздің потенциалыңызды білмейді. Тіпті сіз өзіңіздің де потенциалыңызды білмейсіз. Сіз білмейсіз, 2 жылдан кейін қандай столда отырасыз, кіммен отырасыз, қай жерде болатыныңызды. Бірақ та сіз оны білесіз, егер сіз тоқтамай еңбектенсеңіз, тоқтамай оқысаңыз, үлкен армандар қойып соған жетсеңіздер, сол кезде білесіздер. Мен шынымды айтайын, 1 жыл бұрын осыны айтқан есеті ұтамын, жаңағыдай күшті адамдармен бірге боламын, Джон Хеннессидан менторство аламын дейді. Джон Хеннесси деген Стэнфордтың 16 жыл басқарған президенті. Ол адамнан мен жаңағы менти боламын деп 3 ұйықтасам да түсіме кірмейтін. Оны мен өзім де білмедім, оны менің қасымдағы адамдар да білмеді. Сондықтан да сіздер сеніңіздер, ең біріншіден өзіңіздің потенциалдарыңызға сеніңіздер, өздеріңізде өте үлкен нәрселер күтіп тұрғанына сеніңіздер, берілменіңіздер. Any achievement is just matter of time and effort. Сондықтан да егер сіздерге қазір бір нәрсе мүмкін емес болып көрінетін болса, ол білдірмейді 5 жылдан кейін де сізге мүмкін емес болады деген сөзді. Сондықтан да 5 жылдан кейін мүмкін болсын, сізге сол үшін қазір жұмыс істеп бастаңыз. Екінші қысқаша кеңес, өзіңізді жақсы адамдармен қоршаңыздар. Орта ол өте маңызды. Егер басқа бір шетелге түсетін болса, сіздер шетелге түсіпті, құтты болсын, Гарвардқа түсіп деп былай басасыздар. Бірақ сіздердің орталарыңызда біреу түсетін болса, ол сіздерге өте үлкен мотивация болады. Менде ресурсы бар, менде бэкграундтан келген адам түсіп жатыр, мен де түсем дейсіз. Немесе ортаңыздағы бір адам үй алатын болса, ойлайсыз, біздің қатарымызда адамдар үй алып жатыр екен ғой, біз де үй алайық деп тырысып, қалай өзіңіз ақша жинап, қалай ипотекаға барып қалғандарыңызды байқамай қаласыздар да. Сондықтан да орта өте маңызды. Жақсы орта деген ол білдірмейді, жаңағы состоятельный семьяда өскен адамдар деген мүлде білдірмейді. Ең бастысы биікке ұмтылатын, еңбек ететін және сізді қолдайтын орта өте маңызды. Бұл екінші совет. Үшінші кеңес уақыт. Уақытты дұрыстап жоспарлаңыздар. Соцсетиға егер сіздер ол жақта блогыңыз болмаса, немесе бір проектіңіз болмаса, немесе қатты ұнамаса, кірудің қажеті жоқ. Күніне 15 минут кірсеңіздер, барлығын біліп аласыздар. Сондықтан да көп отырудың, көп сериал қараудың, көп пайдасы жоқ нәрселерге жұмсауға қажет жоқ. Уақытыңызды жоспарлаңыздар. Бізде мысалы студент болған кезде бізде таңертең түске шейін сабақ болса, түстен кейін дебаттан кейін студенческое правительство президенті, кешке өзіміздің проекттер, преподавательство, түнгі сағат 1-де кроватымызға зорға ұйықтайтынбыз да. Осының арқасында қазір барлық навыктар бар, барлығы бізге оңай болып жатыр. Сондықтан да уақыттарыңызды тиімді жоспарлап, бос уақыт қалдырмаңыздар. Бос уақыт мүлде қалдырмаңыздар, еңбек етіңіздер, опыт жинаңыздар, тегін болса жұмыс жасаңыздар, өз-өздеріңізге капитал жинаңыздар, және де ең бастысы сеніңіздер. Шын жүректен сіздерге сәттілік тілейміз. Бір күні бірге Гарвардта, Стэнфордта, немесе күшті жерлерде бірге кездесейік достар, сіздермен бірге. Үлкен рахмет. Жалпы осындай жастардың бар болғанына өте қуаныштымыз. Мы со стороны Ассоциации выпускников обязательно будем поддерживать все ваши начинания, будем следить за вами, поддерживать вас во всех моментах.
Вот такие вот у нас были сегодня крутые гости. С вами был подкаст Аялдама. Всем пока. Всем пока, рахмет. Рахмет.